Сізбен намаз оқып, сіздің қасыңызда жүріп, ойбай, брат, сват, сақал былай, балақ былай. Намаз оқитын кісілерді адамды лақтырады? Конечно, лақтырады ғой. Сонда Алла дегені қайда, адамгершілігі қайда сонда ол? Былайша айтқан кезде бизнесте правила жоқ. 5 миллион доллар қарызға кірдіңіз. Иә, 22-ші жыл әр кәсіпкерге өте ауыр болды. Балғынбек Имаш жалпы Көңілбай Шүкеновке қандай қастандық жасады? Бұл жерде кәдімгі халық дауыс берді, мен жеңілдім. Дәл қазір сіз шыныңызды айтып отырсыз ба сонда? Өліге бір 5 минут қалсаң, сен мына өмірден ойланатын уақыт бар әлі. Ішім ашиды, көтімді ашиды. Осы нәрсеге қатты қынжылам. Енді не істейсің? Армысыз Қазақия. Сіздермен, сіздердің бауырларыңыз, мен Әуесхан Ерасыл және бұл Бай Қазақ YouTube арнасы. Бүгінгі шығарылымның басты қонағы кәсіпкер, филантроп, меценат Көңілбай Шүкенов мырза. Ассаламағалейкум. Уағалейкумассалам. Көңілбай мырза, хал қуатыңыз жақсы ма? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, альхамдулилля. Жұмыстарыңыз жақсы ма? Бір қалыпты. Міне 22-ші жыл аяқталды. Кәсіпкер ретінде, кәсіпкер көзімен соңғы 3 жылдық мемлекеттің жариялаған мораторийі бар. Шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған салықтан босатылу жайлы. Сол мораторий жайлы не айтасыз? Негізі осы қазіргі уақытта оны мораторий созамыз деп жатыр ғой, созып жатыр ғой енді. Жалпы негізі бізде кәсіпкерлікті қолдау мақсатында бізге ондай мораторий жариялап немесе басқа да мәселелер керек емес. Бізде кәсіпкерлікті қолдау бағытында кешенді бізге жұмыстар жасау. Егер мемлекеттік жеңілдіктер туралы айтатын болсақ. Иә, 22-ші жыл әр кәсіпкерге өте ауыр болды. Оның алдындағы жылдарда коронавирустың кезінде де кәсіпкерлерге, оның ішінде жаңағы қызмет көрсететін көптеген кәсіпкерлерге өте қиын болды. Яғни осы кезде бізде мемлекеттік тұрғыдан кәсіпкерлерге форс-мажорный ситуациядан шығатын ешқандай жағдай жасалмаған. Ол мораторий жасаған не керек бар? Ал енді біздің елімізде кәсіпкерлік дейтін мәселеде ол жаңа жеңілдігі әрине болған шығар кейбір азаматтарға, адамдарға. Бірақ енді орта бизнестен жоғары ешқандай бір сондай бір алып кетер ешқандай нәрсе болған жоқ. Серпіліс жоқ. Бұлай серпіліс дейтініміз, иә, мүмкін жеңілдік болған шығар. Мүмкін жаңағы біреуді барып қинамаған шығар салық төлеуден. Бірақ өсім бір сондай бір кәсіпкерліктің дамып кеткен ешқандай бір несінің серпілісін көріп тұрған жоқпыз ғой. Демек, мораторий нәтижесін берген жоқ қой? Мораторий енді именно салық мәселесінде берген шығар. Ал енді жаңа сіз айттыңыз ғой, мораторий сосын мемлекеттік. Мораторий берген шығар, бірақ енді мемлекеттік кәсіпкерліктің дамығанын көрген жоқпыз. Наоборот, бізде қазіргі уақытта құлдырау мәселесі өте белең алып тұр. Жақсы. Мынау Америка Құрама Штаттары әлемдегі нөмір 1 мемлекет екені белгілі. Оны бүкіл әлем біледі. Америка қалай Америка болды, ақш қалай ақш болды. Жай ғана кәсіпкерлерге еркіндік берді. Біздің елде кәсіпкерлерге қандай еркіндік бар? Жалпы еркіндік бар ма кәсіпкерлерге? Кәсіпкерлерге еркіндік деген бір керемет сондай еркіндік жоқ. Рас айту керек, бізде кәсіпкерлікті қолдау программаларының көбісі әлсіз. Сондықтан өздері білет мемлекет негізі көптеген кәсіпкерлердің мәселелері жаңағы біздегі қағаз бастырылықтан асып жығылмайтын. Сондықтан мына баяғыда кәсіпкерлер ең бірінші 90-шы жылы жасап бастаған кезде оларға крышевать ететін жаңағы көкелер болатын ғой жаңағы. Кәсіпкерлерге есі что жаңағы базардың жанында біреу тисе, маған айт, мен өзім барып сындырып тастаймын деген сияқты. Иә, сен үстіне мен қараймын. Сондықтан ай сайын осындай кішігірім отметка беріп тұрасың. Жаңағы әр КамАЗдан осынша деген сияқты сондай бір жабайы саудада сондай бір понятие болатын. Ал енді қазіргі уақытта Қазақстанда мысалы үшін Атамекен деген крышевать ететін мекеме ашылған. Оның басшысы Тимур Кулибаев, өздеріңіз білесіздер. Жалпы негізі заңмен қорғалған рекеттер ғой қазақша айтқанда. Олар кәдімгідей сізге крышевать етеді, ай сайын жаңа беретін отметкасын беріп тұрасыз, сіздің оборотыңызға байланысты. Сосын кейін сізге жаңа пожарниктер келіп тиісіп жатса, налогтан келіп тиісіп жатса, тағы да басқа бір нелер болып жатса, солар сізге жаңағындай тырнақшаның ішінде көмектесуге тиісті. Егер де мысал үшін мемлекеттен сондай проблемаларды кәсіпкерлерге жасалмаса, онда бізге жаңағындай крышевать ететін жаңағы ондай институттың керегіне жаңағы Атамекен сияқты, басқа да сияқты. Қажет жоқ па сонда Атамекен бөлімшесін? Қажет жоқ.
мына YouTube арнамыздың басты мақсаты көріп отырған мына көрерменге, Қазекеңе бизнес бастауына деген ниет ашылса екен, кәсіп бастаса екен, бір мотивациясын, жұмысқа деген ынтасын, еңбекқорлығын арттыру мақсатында үгіт насихат жасаймыз. Өзіңіз сияқты мықты кәсіпкерлерді шақыру арқылы өздеріңіздің сол жүріп өткен жолдарыңызды сол көрерменге жеткізуде басты мақсатымыз. Енді сіз туралы осы көріп отырған халықтың ойы сан алуан да, түрлі. Қанша адам болса сонша пікір бар. Дей тұрғанмен осы тұста өз мақсатыңызды, миссияңызды айтып өтіңізші. Иә, мысалы үшін егер де сіз миссияңызды, өзіңіздің мақсатыңызды ақшамен шектейтін болсаңыз, сіз онда адасасыз. Ақша мақсатқа барар жолдағы құрал ғана. Ақша негізгі мақсаттың немесе бір мүдденің бір шығар шегіне айналмау керек. Өйткені ақшаны печатать ететін станоктардың бәрін біз өзіміз білеміз. Яғни ақшаның құнсыз және тек құны жоқ екенін онда өздеріңіз жақсы білесіздер. Негізгі миссия әрине бізде кәсіптің бірнеше түрі бар. Жалпы үй салудан бастап жаңағы жиһазы болсын, басқа. Нақты қандай жобаларыңыз бар? Бізде енді осы уақытқа дейін қазір металлем шығардық. 1,5 жыл деген уақытта, мысалы үшін Facebook компаниясы 4 миллиард ақша бөліп, 2000-ға жуық адамдары жасай алмады осыны әлі. Қазір енді инвесторлар бәрі, мына акционерлері қазір проекттің тоқтатты дегенді естіп жатырмыз, енді білмейміз. Бірақ енді біз соны 1,5 жыл дегенде шығардық. Яғни металлем шығардық. Енді Амадава Network деген бізде жаңағы Launchpad площадканы шығардық. Енді одан кейін жаңа металлеміміз бар. Металлемнен 2 маркетплейс шығарып қойдық. Біреуі asladam.com, екіншісі жаңағы centralasia.shop деген. Сол Орта Азияны жаңағы сауда-саттыққа осы маркетплейс арқылы кіруіміз керек. Одан кейін жаңағы біз енді мысалы үшін өткенде біреулер айтып жатыр да, мен жаңағы термо панельдер шығарамыз, сол біздің бизнес деп. Ондай бизнес бізде мысалы үшін айтқан кезде бір тістің арасындағы ет сияқты. Мысалы үшін ондай кішігірім кәсіптердің бірнеше түрі бар. Оның ішінде жаңағы киім, өзіміздің бренд киімдеріміз, одан кейін жаңағы біздің қазіргі уақыттағы жасап жатқан мысалы үшін үй салу болсын, одан кейін жаңағы енді тендер, оның бәрін бұрын өткенбіз. Қазіргі уақытта біз ондай мемлекеттік сатып алуға әуестігіміз жоқ. Бірақ енді қазіргі уақытта көбінесе мемлекеттен субсидия алмайсыз. Мен мемлекеттен субсидия алуға ешқашан бизнесті бұрмалаған емеспін. Өйткені кез келген бизнесте өзін-өзі самоокупаемый дейді, өзін-өзін қаржыландырып арқылы жүріп кететіндей болу керек. Сонымен қатар бізде мысалы үшін кейбір бизнес проекттер бар, мысалы үшін Асладам мебель деген сияқты. Ол тек қана өзінің жаңағы өздік құнымен, соның жаңағы кәсіп орнының тек қана одан прибыль жоқ, оның бәрі тек қана сол жердегі жұмыс орындарын сақтап тұрған мақсатта ғана жұмыс жасап отыр. Сондай кейбір бизнестер бар, олар өзін-өзін құрақтап тұр, кейбір бизнестер өзін-өзін ақтап жатыр, а кейбір бизнестер жаңағы самоокупаемостьта тек қана сонымен ғана жұмыс жасайды. Жақсы. Енді сізді өзіңіздің біраз сұхбаттарыңыздан да білеміз, өзіңіздің аузыңыздан да естіп жатамыз. Жастайыңыздан кәсіп жолында екенсіз, жұмыс жасадыңыз, көп қиыншылықты көрдіңіз. Кәсіп жолына қалай келдіңіз жалпы, қысқаша айтып өтсеңіз? Енді кәсіп жолы деген, біз енді ол кезде кәсіпкер дегенді білген жоқпыз. Біздің негізгі мақсатымыз сол кезде жаңағында сіз айтқандай, ол миссиямыз сол кезде аш қалмау тұғын, нан табу. Сонымен қатар соны біз өзіміздің аш қалмау, нан табу мақсатында жасап жүрген кәсібіміз біреулердің кәдімгідей кәсіпкермін деп істеп жүрген жұмыстар екен. Қазіргі таңда енді бизнесті мен сізге оқытам, керемет бизнесмен боласыз деген бір кісілердің өздеріне қарап, сіздің өзіңізде қандай бизнес бар деп сұрағым келеді да, мысалы үшін. Мүмкін оларда енді былайша айтқан кезде бизнесте правила жоқ. Қанша адамды оқытсаңыз да, сіз бизнесте правила болуы мүмкін емес. Сіз былай істегенде былай, былай істегенде былай деген не жоқ. Сондықтан біз сол кездерде де түсіндік, бизнесте тек қана выживать ету керек. Жаңа айтып қалдыңыз бір сөзіңізде, бизнес жоқ, бірақ бизнесті үйрететін адамдар жайлы. Енді сіз кімді меңзеп отқаныңызды білмеймін, дегенмен де ол бизнес тренерлер шығар деп ойлап отырмын да. Енді сондай бизнес бапкерлердің өздерінде бизнес болмай, өзгелерге бизнесті үйрету
қаншалықты ақылға сиятын нәрсе? Әлде олар қоғамға пайда келтіріп жатыр ма? Әлде қоғамның кесепаты ма? Мен енді мысалы үшін Қуаныш Шонбай деген сияқты азаматтарды айта алатын едім. Мысалы үшін олар енді қоғамға пайда әкеліп жатыр деп. Өйткені мүмкін ода жаңағы керемет сондай бір бизнестер жоқ шығар, бірақ мысалы үшін мен соны салыстырмалы түрде айтатын болсам, мына Роберт Кийосакидің де өзінің бизнесі жоқ. Ол енді футболканы үстінен жаңағы краска жағып, әртүрлі жаңағы сурет салып сатам деп ойлаған, оның өзін сатқан, одан да жаңағы тәуекелге шыдамай, сонымен бизнестер жауып қалған. Сол сияқты кімнің Қуаныш Шонбайдың өзінде де мысалы үшін жаңағы Руми деген кафелер болды деп естідім, бірақ енді оның қазіргі уақыттағы елдің арасында инфобизнес жасау арқылы өзінің пайдасын тауып жүргенін қарап, енді ана адамдарды оқып мотивация беретін жағдайға ғана алып келетін болса, ондай мотивацияға бәленбай миллион ақша төлеп, ондай мотивация алыптың керегі де жоқ деп ойлаймын негізі. Ол мотивацияны алады, но бірақ оған инструмент берілмесе, ол адам барады да одан кейін сынады. Сондықтан ол жағынан енді 50-50. Ал енді Ахметбек Нұрсилай сияқты азаматтар айтатын болсам, ол кісі жаңағы қазақтың төл тарихын, әдебиетін, тауға шығу, түсу, жүгіру, 70 жасқа келгенде өзін қалай жаңағындай сақтап қалу, сол жағынан сабақ берсе, өзін переформатировать етеді. Онда ол кісінің жаңағы сол жағынан дұрыс болады деп ойлаймын негізі. Ал енді конкретно бизнес проектіні айтатын болсам, мысалы үшін оған тек қана жаңағы бизнесте жаңағы топ жарып жүрген, тем более анау акимат немесе жаңағы мына көкесі президент немесе әкесі әкім болып жүріп жаңағы дамып кеткен жігіттер емес. Біз сияқты жаңағы қара жолдан жүгіріп шыққан азаматтармен ақылдасып отырып, біз тем более ол үшін ақша да сұрамаймыз. Сізге бір қазақтың жігіті я болмаса қарагөз қарындастарымыз келіп, Көңілбай мырза, мен кәсіп жасағым келіп тұр, бірақ неден бастарын білмеймін деп хабарласып, инстаграмға я болмаса бір сізбен әйтеуір әлеуметтік желілер арқылы байланысып тауып алып хабарласса, сіз демек ол кісіге көмектесуге әзірсіз бе? Иә, кейбір жобалар бар бізде, мысалы үшін бизнес идеялар бар, мысалы үшін, бірақ идея ғана емес, және ол полностью жаңағы конвейер тұрған нелер бар, бірақ сенімді соның тетігін ұстай алатын кейде адамдар жүргізіп кететін сенімді адам керек. Оның өзіне біз көбінесе 50-50 береміз. Неге 50-50, кейде 51-49 береміз. Өйткені ол адамда жаңағы соған деген қабілеті болып жатса, мысалы үшін біз олармен жұмыс жасауға дайынбыз. Кейбір адам, мен енді өзім кезінде сондай бір осындай жұмыстар жасап жүргенде, тура өзім сияқты біреу сондай жасаймын десе, мен соның қасында таңертең кешке дейін жүретін едім. А енді қазіргі таңда бізде кейбір, айтып тұрмын ғой, кейбір оборудованиялар бар. Бізде парагенераторлар бар, мысалы үшін машиналар жуатын, ол идея да тұр. Одан кейін жаңағы тағы да көптеген шағын бизнестер бар, мысалы үшін. Сондай жасаймын деген азаматтар, азаматшалар болатын болса, бәрі дайын тұр. Бәрі дайын тұрған. Да, сенімді серіктестер, оған инвестиция да құйып керек емес. Кейбір оборудованиялар дайын бар. Құрметті көрермендер, жігіттер, қыздар, естіп отырсыздар ма? Мынандай көмектесуге әзірмін дейді. Көңілбай мырзаның инстаграмына, ютубына жазып сұрап көріңіздер. Мүмкін сіздермен бұл кісі жұмыс жасап, бұл кісінің тәжірибесін өз бойларыңызға сіңіре алатын шығарсыздар. Иә, сіз негізін қалаған Аманат Драйв деген жобаңыз бар. Біраз үйсіз, күйсіз жүрген отандастарымызға өз баспанасын, көліктерін алып беруге атсалысып жатсыз. Енді бұл өте бір үлкен сауапты іс, жақсы игі іс деп айтар едім. Енді осы күнге дейін қанша қазақ отандасымыз сіздің жобаңыз арқылы үй алды? Және үй алып жатыр, көлік алып жатыр, бәрі керемет. Бір халықтың белгілі бір бөлігінде мынандай сұрақ туындайды. Аманат Драйв осы қаржы пирамидасы емес пе деген? Иә, қазіргі таңда 1100-ден аса азамат-азаматшалар үй автокөлік алған екен, ай сайынғы төлемдерін төлеп жатыр. Жалпы негізі қаржы пирамидасы туралы бұл жерде күйен жағып керек емес, өйткені бұл Аманат Драйвтың негізгі мақсаты ақшаны алып, сізге ақшаның үстінен ақша тудырып жатқан жоқ қой. 50 берсең 100 аласың, кемпір берсең қыз аласың деп тұрған жоқ ол жерде. Ол жерде сізге айтып тұр, 30% ақшаңызды саласыз, егерде 20 миллионға дейін үй алғыңыз келсе, немесе ақшаңызды жинақтайсыз, жинақтағаннан кейін сізге Аманат Драйв 70%-ын қосады да сізге үй алып береді. Подарок емес қой. Ай сайын сіз сол ақшаны қайтадан Аманат Драйвқа қайтарасыз. Яғни заңда, Қазақстан мемлекетінің заңында ол жазылған. Және де ол заңмен оны шектей алмайды, өйткені оның артында біздің конституциялық құқығымыз бар.
яғни онда айтайық мысалы үшін пирамида деп, онда банктердің бәрін онда айтайық пирамида деп. Сізде айтыңызшы, қай банкта AAA, BBB деген рейтинг бар? Ешқандай банкте жоқ. AAA, BBB деген өзінің ақшасы өзінің қалтасында тұрған банктерді айтады. Ал енді халықтың ақшасын алып халыққа таратып беріп жүрген банктердің бәрін көзіміз көріп отырмыз мысалы үшін. Олардың бәрінде мысалы үшін ешқандай ақша печатать етіп жатқан көрген жоқпыз. Өз ақшамызды өзімізге екі есе жаңағы төлейтін жаңағыдай процентпен беріп жүр. Бұл жерде сонда кім ақымақ дейміз? Иә, кім ақымақ? Бұл жерде соны мәселе. Екінші мәселе, мысалы үшін ақшаны алып бізге солай беретін болса, ол банктер жақсы берсін. Бірақ егер де төлей алмай қалған кезде ол үйімізді алып қояды, мүлікті. Ай сайын төлеген ақшамызды алып қояды, алғашқы жарнамызды алып қояды мысалы үшін. Осы жерде мысалы үшін халық ойлану керек қой, оларға кім осындай құқық берді адамдарды тонауға? Яғни біз өзіміз ақымақ болып тұрған. Сіздер тонамайсыздар ма? Бізде мысалы үшін сіз ай сайынғы ақшаңызды төлеп жатсыз, сізге төлеп жатқаннан кейін ешқандай жаңа процент пеня жоқ қой. Мысалы үшін 10 миллионға үй алдыңыз, сіз 3 миллион теңге бердіңіз, Аманат Драйв сізге 7 миллион қосып 10 миллионға үй берді. Енді ана 7 миллион теңге бар емес, соны 70-ке бөлсеңіз, ровно 100 айда сіз қайтарасыз. 8 жылдың аса уақытта. Ал енді төлеген кезде сіз кейін төлей алмай қалсаңыз, үстіне пеня штраф жоқ қой сізде. Ал төлей алмай қалсаңыз, сізді 2 ай күтеміз. Бізде келісімшартта сондай жазылған. Бірақ ол үшін сіз жаңа айтасыз, мен төлей алмай қалып жатырмын, коронавирус болып жатыр, елде жаңа бір жағдай болып қалды, өзім ауырып қалдым деген сияқты, сондай белгілі бір себеп болса 2 ай төлемейсіз. Бірақ 2 айдан кейін сіз төлемесеңіз, сіздің үйіңізді алып қояды, или мүлікті алып қояды, автокөлікті. Сонда сіздің ай сайын төлеген ақшаңызды, алғашқы жарнаңызды қайтарып береді. Қайтарып бересіз? Қайтарып төлеген ақшаны. Үстінде пайыз жоқ болатын болса, мына жағында кісі ақысын жемесе, одан артық не керек? Ал енді бір рет қана төлетін комиссиясы бар да, комиссиясы бір рет. Ол жаңағы откат емес, ол жаңағы подарка емес, ол кәдімгі келісім шартта және де Қазақстан мемлекетінің заңында жазылған. Ол заңда жазылғанда көрсетілген сол кіру жарнасы болу керек. Бірақ кіру жарнасы қанша болу керек? Мысалы үшін 10 миллион теңгеге бір рет қана 500 мың теңге төлейсіз. 500 мың теңгеге сізге 10 жыл бойы қызмет көрсететін компанияға бір рет төлеуіңізге болады ғой. А енді оны алып мен қалтама салып тұрған жоқпын мына жақта. Ол ана жерде жұмыскерлердің айлығы, сол жердегі кеңсенің арендасы, соның басқа да қағаз қалам расходтардың бәріне, маркетинг жаңағы рекламаларына сол 500 мың теңгеңіз жеткілікті. Яғни ол түсетін ақша басқа счетқа түседі, 5%, 30%-ыңыз жинақтасаңыз басқа счетқа түседі. Яғни мына ақшамен мына ақша екеуі қосылмайды. Яғни мына ақшадан біз барып қол соғуға мүмкіндік жоқ. Өйткені код назначения платежа бар. Мына ақшадан тек қана үй мен машина ғана алатын болса, мына счеттағы ақшадан тек қана расходтарды бәрін жұмсай аламыз. Ал енді керісінше банктерде мысалы үшін бәрі бір счетқа түседі, одан сіз не жұмсап жатыр? Қалай жұмсап жатыр? Ол ақша бар ма жоқ па? Бар ма жоқ па, сізде оған контроль жасай алмайсыз. Түсінікті. Сізде Аманат Хоум деген жоба болды. Үй беретін. Аманат Драйв көлік беретін жоба болған. Болған, иә. Білуімше. Неге сізде қазір Аманат Хоум жоқ? Тек қана Драйв қана қалды. Және бұл жерге Балғынбек Имаш деген мырзамыз, ағамыз қатысы қанша, және сізге қарсы үгіт насихат неге жасады? Балғынбек Имаш жалпы Көңілбай Шүкеновке қандай қастандық жасап жүр? Енді Аманат Хоум да, Аманат Драйв та ол енді Аллахтың қалауымен менің идеяларым. Яғни менің атымда оған жасалған тауар таңбасына патент бар. Егер де мысалы үшін мен басында егер патент мен өзім атымда ғой, жаңағы Аманат Хоумда да, Аманат Драйвта да, басқа жобалардың бәрін патенттеген кезде мен өзім атыма патенттеймін, товарный знакты. Егер де сіз оны алдын ала кейін ол жобаны лақтырып кететін болсаңыз, немесе оны тастап кететін болсаңыз, зачем оның патентін өзіңіздің атыңызға аласыз? Яғни бұл жерде не деген сөз? Патент деген кезде бұл жобаны өмір бақи бізден кейінгі ұрпаққа қалдыратын аманат қылып жасадық басында. Бірақ ол менің жобам болғанмен юридически Қазақстан мемлекетінің заңына сай. Мен оның хозяин емеспін, хозяин халық. Енді бұл жобаны сындыру үшін бұл жобаны былай істеу керек. Халықты Көңілбайға қарсы қоясыз, сонымен олар дауыс береді. Көңілбай жұмыстан шығарып тастайды, Аманат Хоумды бөлек алып кетеді. Сөйтіп Аманат Драйвта да дауыс беру процесі болады. Аманат Драйвта халықтың дауыс беру арқылы мені қалдырды. Бірақ Аманат Драйв ол кезде минусқа кіреді. Неге? Өйткені мына жақта Аманат Хоум дүрілдеп жүріп тұрған кезде соны алып барады, ана жақтан
күн сайын жаңағы Балғынбек Имаш деген азамат, енді Алла разы болсын, ол кісі жаңағы Инстаграмға шығады да біздің Аманат Драйвты жамандай бастайды. Жамандаған сайын біздің Аманат Драйвтан келеді адамдар ақшаларын алып кетеді. Салмайды, бәрі ақшаларын алып кетіп жатыр. Енді қараңызшы, сол кезде біз бір адам біздің ақшамызды берген жоқ деп айта алмайды ғой сол кезде. Бәрінің ақшасын таратып берді. Ана кісі күнде Инстаграмдан шықса, күнде ақша сұрап қояды адамдар. Яғни ол деген кәдімгідей недобросовестный конкуренция деген бар. Біреу біз керісінше оларды ешқашан жамандаған жоқпыз. Ал енді ол кісінің ол Аманат Хомға қандай қатысы бар десеңіз, ол қандай қатысы бар екен мен әлі күнге дейін білмеймін. Өзім кездесуге шақырдым, жігітше бірге бір ол бір кісімен еріп келді, сөйлестік. Бірақ ол жерде жалғыз келген жоқ, ол кісінің қасында бір кісі болды. Мен жалғыз, ешқандай камерасы сөйлестік. Бірақ енді сол кезде мен айтқан болатын, егер де халық дауыс беретін болса Аманат Хомда, давайте қазір жасайық. Өйткені ана жақта тағы бір нәрсені былықтыруы мүмкін ертең. Ал енді қараңыз, солардың Инстаграмда сол бізден кейін кеткеннен кейін жаңағы солардың тойлап жатқан жаңағы нелерінде вице-министрлерін жүр, вице-премьерлерін жүр мысалы. Олар шақырыңызшы осы жерге қазір сізге сұхбатқа келе ме екен. Яғни бұл жақта тек қана Балғынбектен басқа аяқ басы көрінбейтін де адамдар болуы тиісті. Сондықтан кез келген жобаны сындыру үшін халықтың арасында жаңағы жобаны яғни іріткі салу керек. Сосын кейін халықты жаңағы қарсы қою керек. Содан кейін халық өзінің жұмысын жасап тастайды. Тура осы сценарий менің жағдайымда болды. Халық дауыс бергенде маған бұл енді Нұр Отан дауыс емес қой. Былай да жаңағы 90-80% өздері определять етеді. Бұл жерде кәдімгі халық дауыс берді, мен жеңілдім. Жеңіліс мойындау керек. Ана жақтан жеңді, олар тойлады, кетті. Ал ары қарай қалай жұмыс жасап жатыр? Не істеп жатыр? Оған сіз жауап бермейсіз. Мен жауап бермеймін, бірақ сонда да болса да, ана жақта қалып қойған маған дауыс берген азаматтар бар ғой, солар келіп айтты. Біз сізге дауыс бердік, сіз деп келдік. Біз айттық, Аманат Драйвқа келіңіз, ана жақта күйіп кеткен ақшаңыз болса да, мына жақтан сізге 50 мың теңгемен төлеп кіресіз. Мына жақтан приказ шығарып бердік қой, қабылдадық. Сол ақшасын мына жаққа аударып бердіңіздер. Аударып, ана жақтан аударған жоқпыз, мына жақтан восстановить еттік. Ал кейбір азаматтар айтты, бізде ауысатын сол 50 мың теңге ақшамыз жоқ деді. Өйткені мен халықтың арасында жүгіріп аралап шықтым ғой қала-қаланы. Сонда халықтың несін алып келдім де Астанаға келіп тағы да приказ шығарып бердім. Бір тиын ақшамен ауысуға мүмкіндік беретін. Сөйтіп оларды ауыстырдық. Енді кейбір адамдар айтады, мен ана жақтан ақшамды алайын десем, адвокаттар менен бәленбай мың ақша сұрап жатыр. Миллиондаған ақша сұрайды. Енді біз хорошо, біз адвокатты берейік. Енді Алла разы болсын, бір бұрын ұлттық қауіпсіздік қызметінде жұмыс жасаған добросовестный дейміз ғой, мықты жігіт бар, Бақытбек деген, соны айттық, көмектесіп. 50 мың теңгемен сол халыққа көмектесіп. Кейбіреудің ақшасы жоқ болса, ақша алмай Аллахтың ризашылығында көмектесіп алып берді. Ал одан кейін қалған азаматтардың бәрі 100% солар жақтастары, соларды қолдаған азаматтар сол жақта қалды. Яғни кейін Аманат халыққа өзгердік деді, мемлекеттік жоба боламыз деген ой болды жаңағы. Әрине бұл кезде мемлекеттік жоба боламыз дегенде мен таңғалған жоқпын, өйткені алдында бақытты отбасы деген біздің жобамызда бір күні бақытты отбасы болып шыға келді ғой. Жақсы. Дәл қазір сіз шыныңызды айтып отырсыз ба сонда? Осы айтқаныңыз шын ғой. Енді сізге ол шындық па, өтірік па, сіз оны кәдімгідей Инстаграм парақшаны ашасыз, бүкіл жаңағы жазылған посттардың бәрін астынан бастап қарайсыз. Мен ешқандай еш нәрсені удалить еткен жоқпын. Олармен бірге жүрген күнімізді де, бірге осылай шай ішкен күнімізді де, сол менен кеткен, мен жамандаған адамдардың да еш нәрсесін удалить еткен жоқ. Сол күйінде қалай ес солай тұр. Ал ол фактіні мен сізге қазір айтып жатырмын. Ал екінші мәселе айта аламын бұл кезде. Мен ешқашан жаңағы Аманат Хом жаман деп айтқан постымда немесе ондай немде жоқ. Мен әйтеуір осылар жақсы болып кетсін деп ниеттес, тілектес болып отырған азаматтарым. Жақсы. Көңілбай мырза, құпия болмаса, қол астыңызда ірі кәсіпкерсіз ғой. Қол астыңызда қанша адам жұмыс жасайды, қанша адамға айлық төлейсіз? Мен қол астымда бұрын енді бір 500-дей адам жұмыс жасайды деп айтуға болады. Оның ішінде официально жұмыс жасайтындар бар, неофициально жұмыс жасайтындар бар. Неофициально дейтін жаңағындай кейбір жаңағы бізде инженерлер бар, бізде құпия жұмыстар бар, сондаймен айналысатын. Қазір енді құпия деп айта алмаймын, өйткені өткенде Нұрсейіт Жылқышыбай бауырымыз келіп Инстаграм, ТикТокқа салып жетті, уже бәрі халықтың бәрі шулап кетті ғой.
бірақ сондай жұмыстарда жұмыс жасайтын азаматтардың бәрі жаңағы зарплатасы бәрі көрсетусіз бірақ жүріп тұр. Ал енді официально жұмыс жасайтын азаматтар, енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта олардың саны көп. Бір жағынан бізде сосын кейін зарплатный фонд деген көбінесе біз ақшаны көбіректеу төлеуге тырысамыз. Яғни өйткені бізде жасайтын мамандар көбінесе жаңағы білікті мамандар болатын болса, оларға кәдімгідей жақсы айлық төлеуіміз керек. Яғни мысалы үшін еңбек бағалану керек. Еңбек бағалану. Мен қасымда жүрген жаңағы видеографты алайық, мысалы үшін. Кезінде Арыста видеокамерамен тұрған жігіт осы қалаға келді, менімен танысты, мен оны танымаймын. Сол жақтан өзі іздеп келген осында. Сөйтіп қазір жұмыс жасады. 2 жылдай мен қасымда, бірақ 24-те 7 жұмыс жасады. Сол жігіт мысалы үшін қазіргі уақытта 2 жылдың ішінде автокөлік алды, бір қатын алды, 20 миллионға кеше үй алды, Аллахтың қалауымен кеше балалы болды. Енді қараңызшы, мен үшін ол үлкен жетістік. Демек сіз 500 отбасын былайша айтқанда қамтамасыз етіп отырсыз. Иә, нанмен қамтамасыз етіп. Енді осыдан қателеспесем, 2 жыл бұрын, 1,5 жыл бұрын ба, 5 миллион доллар қарызға кірдіңіз. Иә? Ондай қиындықтан қалай құтылдыңыз және сынып қалмауыңызға кім көмектесті? Немесе не көмектесті? Ол енді бірінші неудачный жағдайлар емес, енді бизнесте мысалы үшін әртүрлі жағдайлар болады, бірақ енді бұрында да біз минусқа да кірдік, минустан шықтық. Және де сізді мысалы үшін біреулер лақтырып кеткен сайын, тем более сізбен намаз оқып, сіздің қасыңызда жүріп, ойбай, брат, сват, сақал былай, балақ былай. Намаз оқитын кісілерді адамды лақтырады? Конечно, лақтырады ғой мысалы үшін. Ақша көрсе жаңағы сақалмен де тайғанақтап кететіндер бар мысалы үшін. Или жаңағындай бір интерестер пересекать еткен кезде. Құдай қайда сонда, Алла дегені қайда, адамгершілігі қайда сонда? Мен қазір оған көп қарамаймын. Мен мысалы үшін бұрын, мен осы кеше ғана заңгерлермен сөйлесіп тұрып, бұрын былай деп, мен тура кеше былай еттім да, ана кісінің мен резюмесін қарағанда мұғалім деген жазуды көрдім да, және де мұғалімдікті бітірді деген жаңағы мамандығы мұғалім болып жұмыс істеген дегеннен кейін біз ұйықтаймыз. Яғни сосын кейін біз соны айтып отырмын, мұғалім деген сондай болу керек деген көзқарас бар десем, жаңағы мен заңгерім айтады, жоқ, біздің көзқарасымыз мұғалімге деген басқа дейді. Өйткені біз ана резюмені қарап командаға адам тартқан кезде, біз мұғалім деген сөзді қарасақ, мұғалім десе ұйықтаймыз. Неге? Өйткені мұғалім деген біз туалетке бармайтын, және жаңағы ұйықтамайтын азамат деп, или азаматша деп ойлайтынбыз. Сондай қадір тұтқанымыз мұғалімді. Сондықтан қазір резюмені қарағанда мұғалім деген сөздің өзі қазір бізге қатты әсер етпейді. Қазір әсер етпейді. Бұрын әсер ететін. Өйткені мұғалім болып жүріп та, жаңағы сіздің атыңыз жамылып, лақтырып кететін азаматшалар бар. Әрине қазіргі уақытта сол айтайын деген мәселе сондай жаңағындай намазға, мұсылмандығына, немесе жаңағы ұлтына, немесе жаңағы сөзіне біз көп мән бере бермейміз. Адамды талдаған кезде қазіргі уақытта қазір мамандық иесін соның білімімен, және де одан кейін екінші бізде арнайы служба безопасности деген бар, СБ. Солардың бәрі қазір коллективно бәрі шешім қабылдайды. Сонымен арнайы бөлімше айналысады, сонымен арнайы мамандар айналады. Бұрын өзім айналысқан кезде көп қателесетін біз адамдар қазір келгеннен кейін қасына келеді, ол бір-екі кесе шай ішеді, одан кейін сенімге кіреді, одан кейін сіздің үйіңізге кіреді, үйіңізден шайын ішеді, одан кейін сіздің қасыңызда бауыр болып кетеді. Бір күні бауыр болып кетеді, аяқтан шалып, арқанан пышақ тығып алған кезде. Жаңағындай қарыздарға кіріп, былайша айтқанда, осы өмірде сәтсіздікке ұрынған жағдайда, сүрінген кездерде үйіңізде нанға ақша таппай қалған кездер болды ма? Нан болмай қалған кездер болды ма? Енді мен сізге былай айтайын, даже біз мысалы үшін мына кәсіпкерлерге айтқым келеді мынандай мәселені да. Мысалы үшін біз қазір енді миллиардный компаниялар бар да, бізде Аллаға шүкір, мысалы үшін жұмыс жасап жатқан. Бірақ біз қарапайымдылықты жақсы көреміз. Ал енді кейбір адамдар бар, бір кішкентай ғана кафесі бар, ана шіренген кезде ана мұрны потолокқа тірелетін.
мына Қытайда бір не бар, егер сіз если ты сильный, притворись слабым деген. Сондықтан искусственная важность деген бар, соны шамалы снижать етуіміз керек қазақтың жігіттеріне. Оның арнайы кітабы бар. Мысалы үшін как создать идея вируса деген бір кітап бар, енді оның бәрін оқи берсеңіздер. Ал енді бір мәселе мынаған келу керек. Біз жаңағы сіздің тікелей сұрағыңызға жауап берейік. Жаңағы мына нансыз қалған күндер болмаса да искусственно кризис надо создавать. Мысалы үшін сіз қазір көп ақша тапсаңыз, сіздің расходтарыңыз көбейе бастайды. Мысалы үшін мен сізге айтайын, бүгіндікке мен әлі обед ішкен жоқпын. Потому что менде уақыт болған жоқ бүгін обед ішетін. Екіншіден, мысалы үшін кешеде мен обед ішпеген, ал оның алдыңғы күнде обед ішкен жоқпын. 3 күн тамақ ішпей жүрсіз бе? Мен таңертеңгі бүгін бір кофе ішіп шықтым, жаңа жұмыста бір екі кеш шай іштім. Қазір үйге барамын. Үйге барғаннан кейін тойып тұру емес, бір шамалы тамақ ішемін, сонымен құлаймын. Міне, осы жұмыс график осындай. Ал енді жаңа сызылып стейк жеп отыратын сондай мәселе жоқ. Екінші мәселені айтайық. Искусственно кризис создавать ету керек үйде. Өйткені мына көп ақша тапқан сайын әйеліңіздің расходтары көбейе бастайды. Балаларыңыздың расходтары ана жерге автобуспен баратын жерге таксимен барады. Таксимен баратын жерге самолетпен барады. Ысырап дейсіз ғой? Ысырап емес. Расходтардың бәрі көбейе бастайды. Сондықтан оның бәрін снижать ету үшін даже сізде жағдай жақсы болса да искусственно кризис создавать ету керек. Тем более бала-шағаға. Бірақ енді біз асыл адам қорымен жұмыс жасап жүрген кезде, мысалы үшін бар тапқанымыздың бәрін сол жаққа салып, даже үйге де аз минимальный расходпен жүрген күндер болды. Ол енді атап айтатын болсақ, мысалы үшін осы мына жұмыстарда жүрген кезде мен даже өзіміздің үйімізді, мүлкімізді бәрін сатып салып жүрген кездер де болған. Сонымен қатар осы Астанада үй жалдап жүріп та басқа біреуге үй салып берген кездеріміз болды. Енді ондай нәрсені кез келген осы жерде диван жаңағы батырлар болсын, критиктер болсын, любой еркек жасай алмайды. Даже сондай жаңағы бір сондай тақуа болып жасаса да, оның әйелі оған жасауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан Аллаға сан шүкіршілік. Сондай әйеліміз бар, қатынымыз, одан кейін шешеміз бар. Жаңағы сондай кризисный уақыттарда не істейтін. Сіз жақсы бір нәрсені еске салдыңыз, бірде бір анам WhatsApp-қа жазып жүрді, балам бізде үйде жаңағы көмір бітіп жатыр, сонымен қатар жаңағы продуктыға да кішкене ақша керек, бізге көмектесіп жүресің бе деп. Сосын мен келіп жаңағы күліп кешке қарай жаңағы продукты бәрін алып келесің ғой да, немесе жаңа ақша жібересің. Соны жаңағы келіп анам айтып жатсам, неге олай WhatsApp-қа жазып жатсың? Өйткені мен WhatsApp-та көмек жұмыстап отырмын, қасымда балалар болуы мүмкін. Сонда айтады, білмеймін, мен саған біреу WhatsApp-қа жазса, сен жүгіріп барасың, ақша жазып тастайсың. А үйге келген кезде біз үйде мынандаймен отырмыз деген. Соның қасымда көмекшім айтады, аға сіздің үйге қап-қап көмір емес, давайте бір 5-6 тонна бірақ апара салайықшы. Жоқ, біз мына жақта основной қазір біз мына асыл адамның жұмыстарына или жаңағы басқа да стратегически важный жұмыстарға сол жаққа қарай көбірек жұмсаймыз ақшаны. Поэтому жаңағы үйдегі мәселеде искусственный кризис немесе жаңағы даже бар болып да шамалы снижать етуге болады. Енді тіпті бір нансыз отырған күндер ол енді бала күнімізде көп болған. Белгілі бір деңгейде бұл өзіңіздің ұл қыздарыңызға сол нанның қадірін түсіну үшін жасалынатын тәрбие де шығар, иә? Тәрбие ол міндетті түрде болу керек солай. Жақсы. Сіздің жобаларға халық миллиондап қаражат салып жатыр. Ертең біз Көңілбай Шүкенов солтүстік Кипрде, я болмаса Малайзияда жүр дегендей бір жаңалықты әлеуметтік желілерден, теледидардан көріп жүрмейміз бе? Оған қандай кепіл? Екінші жаңағы ол біздің аманат драйв туралы айтып жатсыз қайтадан. Ол жаққа түскен ақша, мысалы үшін 30% счетқа түскен ақша, ол жақтан шығу үшін код назначения платежа деген бар. Ол жақтан ақша шығу үшін біріншіден ол үйге немесе автокөлік алғанда ғана сол жақтан шығады. Ал енді солтүстік Кипрге немесе Көңілбайдың қатынына шуба алуға немесе оған жаңағы басқа да бір жаңағы счеттарға аударып жіберуге ол жақтан ақша шықпайды. Сразу блок. Сіз оған тиісе алмайсыз ба ешқандай жағдайда? Тиісе алмаймыз. Тиісуге даже тиісем деген ойым болса да, сіздің ол счетыңыздан шығатын кезде ақша ол блокқа түседі. Өйткені назначениесі оның уставта жазылған және де ана жердегі жаңағы құжатпен бекітілген. Екінші мәселе. Егер де ондай бір нәрсе мут ететін болсақ, мысалы үшін мына өзіміздің көше тілімен айтатын болсақ, мен онда өзімнің жаңағы бухгалтерімді қоятын едім, туыс туғанымды қоятын едім,
класстастарым біреуді әкеліп қоятын едім, дұрыс па? Қазіргі уақытта мен осы Аманат Раевтың бухгалтерін жұмысқа алған кезде мен бір айдай ол кісіні даже таныған жоқпын. Потому что мен сапарларда болдым, ол кісі жұмысқа кірісіп кетті де, сонымен ары қарай жұмысын жалғастырып кетті. Кейін бір айдан кейін келіп таныстым. Осы кездессек, көп болса бір 10-15 рет кездескен шығармыз жаңа кісімен. Ал екінші, ол кісінің қолында устав бар. Ол кісі сонда есеп бермей ме? Мына былай болып жатыр, кәсіптер былай болып жатыр деген сияқты. Ол кісінің қасында заңгерлер бар, ол кісінің қасында аналитиктер бар, ол кісінің қасында ішкі жаңағы қызметкерлер бар, ол жаңағы СБ бар, басқа да соның ішінде оперативно жұмыс жасайтын штаб бар. Яғни мен олардың барлық процеске сіздің қатысуыңыздың ешқандай қажеті жоқ. Қажетім жоқ, иә. Және де кез келген разработчик программаны жасайтын адам, мысалы үшін, ол программаны сол адам, Нұрсейіттің қоятын сұрағы бар ғой, сен өліп қалсаң, бұлда не болады деген. Даже, мысалы үшін, Құдай бетін алып қалсын, кез келген жағдайда ол процесс менсіз де жұмыс жасап кететіндей жағдайға алып келуім керек. Поэтому ол жердегі жаңағы бүкіл экосистеманың ішіндегі барлық жұмыстар взаимоотношения, келісім шарттармен бәрі бекітілген, және де сол команда сол жерде жұмысын жасап жатыр. Менсіз де жұмыс жасай алады. Бұрын Сбербанкқа жаңа әскери баспананы қаржыландыруға сондай негласно жаңағы үн-түнсіз әйтеуір бір жақтан бір сыбыс келеді, сондай жүгіреді бәрі сол жаққа. Сонда мысалы үшін Сбербанкта Ресей банк екенін білеміз, иә. Егер бүкіл жаңағы мына әскери қызметте жүрген азаматтардың бәрін Ресей банкіне апарып қарызға тығып жүрсек, ол біздің стратегиялық кәдімгі біздің стратегиялық нысандар бар ғой, мысалы үшін жаңағы су, жаңағы жел, электро, жаңағы тағы да басқа мәселелер. Сол сияқты ол военный адамдардың өздері біз үшін әскери адамдар, стратегиялық ең маңызды адамдар. Оны апарып Ресей банкіне қораға кіргізіп қойсаңыз, артынан не болады? Ойлану керек қой. Енді екінші мәселені қараңыз. Мысалы үшін қазақтар үй алады, документі қолында емес, банкте. Яғни нағыз хозяин банк. Енді қараңыз. Бұл жерде давайте жаңағы сызып астын көрсек. Егер де хозяин банк болатын болса, а банктың хозяины кім деген сұрақ туады? Егер банктың хозяины шетел азаматтары болатын болса, Ресей, Қытай, Америка, Африка болатын болса, қандай тәуелсіздік туралы ертең балаларына әңгіме айтады қазақтар? Жердің астында байлықты 2000 жылға дейін таратып бердік қой. А 2000 жылдан бері қарай жердің бетінде көрініп тұрған осындай ғимараттардың бәрін банкке залогқа қойдық та, банкке беріп тастадық. Енді бізбен соғысып қайтады біреуге етті. Банктерін сатып алады, болды, бір күнде бүкіл ғаламды басып алды деген сөз. Банкке қораға кірген азамат, ол жаңағы Ресей банкіне болсын, ол кез келген, ол Қазақстан мемлекетіне қызмет етпейді, ол сол банкке қызмет етеді. Таңертең кешке дейін тапқан табысын ол мемлекетке апарып бермейді ғой, банкке апарып береді. Сонда, значит, ол азамат сол елдің банкіне қызмет жасап жатыр. Ол енді бізден соғысып кер жоқ. Иди работай дейді. Сондықтан экономикалық тәуелсіздікті стратегиялық маңызды жұмыстар деп білуіміз керек. Біз бұл дүниеге ақша тауып кредиттеуге келген жоқпыз. Қазақтар соны түсіну керек. Бізге бұл жерді ата-бабамыз білектің күшімен, найзаның ұшымен, қанмен, жанмен алып келді, Аллахтың қалауымен. Бізге біреу сыйлыққа берген жоқ. Енді бір елдің балаларына телевизордан күн десем, малсын десем, маңырайды деген осы нелер бар, жаңағы стратегиялық жоспарлар. Қандай да бір мемлекеттің ақшасын басқаратын жүйесін маған берсен, ол мемлекетте кім тұрады, оның заңын кім жазады, маған бәрібір дейді. Мен басқарам дейді. Вот сондайға біз дес бермеуіміз керек. Мына бағдарламадан кейін қазір сіздің аудиторияңызда есі түзу азаматтар болса, шамалы IQ жоғары. Олардың бәрі біздің айтқан сөздерімізді дұрыс ұғыну керек. Біз бұл дүниеге бай мемлекетте кедей өмір сүруіміз мүмкін емес. Қалай есептесең де, мынандай жер көлемі 9-шы орында тұратын, байлықтан 1-ші тұратын адамдар ол жерде қайыршы болып өмір сүруі мүмкін емес. Сондықтан бизнеспен осындай жаңа миссияны, стратегиялық жоспарды одан бөлек, одан жоғары қою керек. Сондықтан кейбіреулер айтуы мүмкін, сендерге не пайда деп. Олар ақшаны фиксировать етеді да пайдамен. Ақша біз үшін пайда зат емес қой. Ол печатный станоктан шығатын қағаз, ксерокс аппаратынан шығатын. 100 теңгені шығару үшін $3-5 жұмсайды. Сол кезде министр экономика бас қайқа қарап отыр ғой. 100 теңгені шығару үшін $3,5. Ол $3,5 біреуден қарызға алып келеді, ол долларды сырттан. Сөйтеді, сізге төлейді соны. Сіз 100 теңге шығарып бересіз. Ол 100 теңгені алады да, жерден мұғалімге береді ол. Мұғалім болу үшін кінәлі емес қой. Ол 8 сағат жұмыс істейді, соған 100 теңгені бере салады. Сол 100 теңгені табу үшін ол дүниедегі ең қымбат 8 сағат уақытын береді. Ал сол 100 теңгесі үй алуға жетпеген кезде ол барып банкке кредит кіреді. Кредитке кіріп кеткеннен кейін
сол кредит төлеу үшін ол жалындаған жастық шағымен төлеп тастайды ғой. Сонда қазақта мақал бар, 30-ға дейін орда бұзбаған 40-қа келгенде қамап алмайды. Яғни біздің 25 пен 40-тағы 45-тегі жігіттердің бәрін, қыздардың бәрін кредитке тығып қояды, сосын кейін басып алды билей бер дейді. Соның бәрін дұрыстап ойлану керек. Бүгінгі тақырыпта мысалы үшін жаңа сіз бизнеспен жалпы негізі біздің әлеуметтік жобаны қатар қойдыңыз, сұрақты ол негізі дұрыс. Соның ішінде жаңағы миссияны дұрыс айттыңыз, мен соған толық жауап бердім деп ойлаймын. Сондықтан біз жаңағы құны жоғалып кете беретін қағазды біз басымыздан жоғары көтергенді қойымыз керек. Өйткені біздің жұмыстардың ішінде ол макулатурадан жаңа түрлі түсті қағаздан да биік мәселелер бар. Оны жасағанымызға және де жасап халыққа бергенімізге біз кінәлі емеспіз. Егер де соны мемлекет жасап беріп жатса, мен бір джипті алып, қатынымды қасыма салып жүрмеймін бе мысалы? Бүгін мысалы сенбі сізбен қазір сағат 8-ден бастап жұмыс барысында кездесіп отырмыз. Мен үйде жататын еркекпін ғой мысалы. Бүгін менде той жоқ па не? Бүгін менде үйде бала шағам жоқ па не? Өйткені біздің мен барған кезде олар ұйықтап жатады, мен кеткен кезде олар ұйықтап жатады. Сондықтан жаңағы мәселелерді, жұмыстарды өзімізге қойған кезде мақсатты біз мына дүниедегі ең қымбат уақытымызды мына қазақтың келешекте 50 жылдан кейінгі сценарийді, жаңағы бізге құрылған сценарийлардың бәрін тасталқан қылу үшін жұмсап жатырмыз. Жақсы. Мына көріп отырған көрерменге мотивация болсын. Ай сайынғы табысыңыз қанша? Және барлық кәсіптеріңізден қанша қаражат тауар айналымы айналады? Бізде енді тауар айналымда бізде мысалы үшін бір дүкеннің өзінде 70 миллионға дейін тауар айналады екен. Енді оның бәрі біздің доход деп есептейміз ғой. Ал енді мына жалпы қазіргі шығарған біздің мысалы үшін мен ол мына жігіттер дұрыс түсіну керек. Ақшамен есептемеу керек тағы да. Мысалы үшін сіз бір мына продукцияны шығардыңыз, но оны әлі сатқан жоқсыз. Мысалы үшін айтайық, сіздің мына осы гостиница сіздікі дейік. Сосын мен айтам, Ерасылдың гостиницасы $1 миллион. Но енді сізде ол наличкамен тұрған жоқ қой $1 миллион. Енді сіздің есік алдыңызда жаңа Mercedes S-класс тұр, ол айтайық бір $100 000. Сонда мен сізді оценка жасаймын, мына кісі $1 миллион 100 000-ға мүлікі бар деп, дұрыс па? Олай оценка жасауды біз адамдардан қоюымыз керек. Мысалы үшін айтайық, қазір мына жерде iPhone-ның ана жерде тұрған логотипі қанша тұрады деп ойлайсыз? Ең қымбат логотип сол ғой мысалы үшін. Немесе жаңағы айтайық, мына біздің жасаған метавселенной жаңағы соның құны қанша деп ойлайсыз? Мысалы үшін біз оны қазір уақытта ең минимальный оценкамен $1 миллиард бағалаймыз. Яғни жаңағы сіздің гостиницаңыз 1 миллион 100 000-ге машинаңызды қосқанда болатын болса, біздің жаңағы бір продукцияны шығарған $1 миллиард теңге. Но бірақ ол біздің қалтамыздың наличкамен тұрған жоқ қой. Но бірақ біз оны құндылығын оны жасап шығару үшін біз 1,5 жыл көз майымызды тауысып шығардық. Енді одан бөлек жаңағы товар оборот дегеніміз жаңағы қалтаға түскен ақшаны есептегілеріңіз келеді, мысалы үшін. Ал енді біз ақшаны қайтадан айтамын, біз мақсат ретінде қойған жоқпыз. Даже маған ақша түсіп жатса да, ол ақша рет-ретімен жұмсалады. Ал егер таза мен өзіме керек ақшаны айтатын болсақ, мысалы үшін, $1 миллион теңгеден артық мен айына шығын шығарып үлгермеймін. Өзімнің жеке басымдағы шығын. Отбасыңыздікі бөлек? Жоқ, сол отбасымды айтамын. Кәсіпте, мысалы үшін айтайық, мысалы үшін, оның жаңағы әр кәсіптің өзінің нелер бар, шығындары бар. Представительский расходтан бастап, жаңағы мына командировочный расходтан бәрі оның жеке-жеке өздерінің шығын несіне байланысты реттелген. Жалпы ашық сұхбат болсын. Сізде азаматтар неге бірнеше келіншек алмайды? Сізде азаматтар екінші, үшінші әйел алу керек, және сізде азаматтардың ұрпағы көп болу керек деп ойлаймын да. Өзіңіз бұл жайда көзқарасыңыз қандай? Ұрпақ мәселесіне мен сізге бір-ақ нәрсе айтамын. Сізде 40 бала болуы мүмкін, соның ішінде 40-нан 39-ы былайша айтқанда далбан болуы мүмкін да. Рас айтамын. Сізге зачем ондай далбандарды мысалы үшін бағып, мысалы үшін? Олар сізге проблема создавать етеді, мысалы үшін. Сізде бір-ақ бала болуы мүмкін, ол бірақ сіздің бүкіл жаңағы, даже ол сізде қыз болуы мүмкін, бірақ қызы бар, мысалы үшін.
бірақ ол 40 жаңағы біреудің 39 далбанынан артық жұмыс жасап, ол қоғамға, өзінің әкесіне, шешесіне пайда келуі мүмкін. Сол жағынан есептеуіміз керек. Абай айтады ғой, сапасы маңызды. Иә, сондықтан ол сапаға байланысты. Ал енді мен қазір сізбен кездесіп отырмын, сағат 9-10 болып қалды, мысалы үшін. Мен қазір, мысалы үшін айтайық, 4 қатыным бар дейік. Мен қай қатыныма баруым керек мен бүгін кешке? Яғни ертең мен қолым тимесе, арғыны график бойынша басқа қатынның графигі келіп қалады ғой, мысалы үшін. Сонда мен жаңағы халыққа қызмет етем ба, әлде 4 қатынның жаңағы арасында жаңағы график санап жүрем ба? Мысалы үшін қолы бос, жаңағы сондай бір азаматтар болатын болса, мүмкін оған 4 қатын алуға болатын шығар. Мен әйелім жаңағы орамалда, Аллаға саны шүкіршілік. Ол кісі маған қатын алма деп жатқан жоқ, мысалы үшін. Алам десем, мысалы үшін, расымын айтайын, мысалы үшін, еркекше мен алам десем алам, мысалы үшін. Оған айтам да, айтпай да алуыма болатын, мысалы үшін. Но екінші жағын қарау керек та, мысалы үшін, мен ол қатын алып, мен коллекционировать етіп, бірінен, мысалы үшін, мен атам 9 әйел алған. Енді олар енді жаугершілік замандарында. Менде қазіргі уақытта тура сол жаугершілік заманда жүрмін, бірақ ол кісілер сияқты бір күн барып соғысып, 40 күн үйде жататын заман емес қой қазір. Бізде бір күн үйде болсаң, 40 күн жаңағы көрінбейтін соғыста жүресің. Сондықтан бір сөзбен айтқан кезде бір қатынға альхамдулилля деу керек та. Мысалы үшін 2-3 қатын алатын азаматтар, мысалы үшін Омар Жәлел сияқты азаматтар, потому что ол кісілер жаңағы білімнің азаматтары, олардың көбінесе қолдары шамал бос, және де фантазиялары кең, мысалы үшін. Сондай азаматтарға алуға болады, мысалы үшін. Ахметбек Нұрсила, мысалы үшін, алуға болады. Жаңа әлеулей деп жүрген жаңа кім, Балғынбек Имаш алуға болады, мысалы үшін. Бір күн домбыра тартады, үйде жатады деген сияқты. Қалған, мысалы үшін, біз сияқты жаңа көрінбейтін соғыста жүрген азаматтарға айтатын бір қатынмен шектелу керек. Өйткені қалған уақытында сіз лучше жаңа халыққа тиімді жұмыстар жасаған дұрыс деп ойлаймын. Мен әйелімді осымен келіседі деп ойлаймын. Біткен іске сыншы көп, аға. Мұқтаж жандарға, кісілерге біреуге үй бересіз, біреуге көлге алып бересіз, біреуге соғымының етін, күрішін, макаронын алып бересіз, азық түлігінің етін барлығын. Енді сондай әрекеттеріңізге әлеуметтік желілерде қанағаттанбай, бергеннен кейін көбірек бермей ма, неге қойдың еті, неге жылқын кім бермейді, неге үй мынандай, неге берген көлігін жинағы төменгі деген сияқты сындарды жазып жатады. Ондай кісілерге не айтасыз? Жалпы біздің қазақ осы жақсылықты түсінбейтін халыққа айналып бара жатқан жоқпыз ба? Жоқ, оған жақсылықты түсінбейтін халыққа айналып бара жатырмын деп айта алмаймын, айналып бара жатыр деп. Бірақ мысалы үшін бізде бір құны 35 миллион тұратын үйді тегін берді деп жаңалықтардан айтқан болатын Қазақстан ұлттық арнасынан. Соны естіп алған жаңағы үйдің иесі бүкіл туыстары бәрі жиналып, калькуляторды алып, сметчиктерді шақырған үйінде жаңа бәрі люстрадан бастап шеге, есіктің алдына брусчатка, забор, ограждение, судай жаңа үй ғой жаңа, пеш, холодильник, телевизор, бәрін есептеп шығып, маған звондап тұрды жаңағы туған күн болған күні. Как раз мен туған күнінде бір сонда ғана ешкіммен сөйлеспей, әйелім бір жерге жаңа мына Боровойға дайындап қойған екен, машинамыз бар, 2 адам отыратын, артта орындық жоқ. Соған отырып барып келейік деді. Спортивный машинамен. Сонымен ол кезде анау карточкамен ақшаны аласыз да, өйткені Боровой деген жаңа колхоз ғой, барсаң жаңа бәрі жаңағы перевод жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп, соны қан ішеді, ақша сұрап жаңа. Сосын ана ақшаны снимать етіп алайын деп жаңа кассадан снимать етуге барсам, және де ол жаққа жаңа 500 теңгемен бара алмайсың, ол қымбат қой жаңа. Оған барғанша жаңа Турцияға барып қыдып келген жақсы. Бурабай арасында қымбат. Бара жатсам жаңағы ана кісілер звондап қалады ғой. Енді ана бәленшенің туысы дейді, соны көтеріп қалған кезде қарасам жаңағы құттықтайын деп жатқан шығар, енді бүгін туған күнім екен, Фейсбуктан бір нәрсені напоминалкадан шығып тұрады ғой, еске салып. Сондай бір нәрседен жеген телефонды алмаймын, тура сол моментте айтады ғой жаңа. Сіз жаңағы 35 миллион деп айтып жатсыз, мына үйді есептеп шықтық, максимум 25 миллионға шығып жатыр дейді да. Сіз бір ол кісі бұл үйді ол кісіге сіз бұл үйді тегін жоқ, ол вообще тегін алып жатқан, ол тегін алып жатыр, қалтасында көк тиын несі жоқ, алтын бір тиын төлеген жоқ. Әрине, ол бір тиын төлеген жоқ оған. Қолына ұрған жоқ ол. Үйіне былай кіріп келді, мысалы. Сондай айтқан кезде, сол кезде жаңағы енді қанша жерден сабыр болғанмен телефоннан
жаңағы ақтон оқтон деген жаңағы немісше сөздер кетіп жатыр ғой енді, өзіміз қатты түсіне бермейтін орысшасы бар арасында. Соны телефонды қойдым да, сосын мына Боровойға бардым әйеліммен. Барғаннан кейін барғанша басып бардым кәдімгідей. Спидометр жатқанға дейін. Өзіңіз білесіз ғой, Инстаграмда көрген шығарсыз енді бізде мен аудиториям біледі, қанша мен жүріп кететінін кейде. Ана түбіне дейін жатқызып тастадық. Одан жаңағы бардық. Барғаннан кейін енді осындай бір шай ішейік десек, анау есіңе түседі, жынданасың. Енді анау әйелін романтический жаңағы свечканы, жаңағы тортын бәрі дағада қалды, қой құрсын үйге кеттік деді да, сол жақтан кеттік. Келгенше тағы да. Сонда мен айтайын деген кейін ойладым, осы қазаққа немен үшін сол кезде әйелін уағыз айтады ғой жаңағы. Айттым ғой мен саған, оған бермеу керек. Сен ол Аллах тағала оған итакты бермей қойған. Сен айдаладан барып бердің. Ол үшін Құранда жазылған. Сен бірінші өзің басына майзақ. Одан жаңағы туыстардың басына, одан жаңағы нағашылардың, в общем, списокті алып шығады ғой сол кезде. Сосын мен расымен де осы жұмысты сол кезде қояйын деп ойладым. Бірақ Аллах тағала сансыз шүкіршілік, ол Аллах тағала маған сынақ берді сол арқылы. Сен намерениең қандай? Мана сіз не туралы айттыңыз ғой, миссия туралы. Сен осы жерде сынып артқа қарай кетесің бе? Жаңағы жұрттың байы сияқты бір джиппен жаңағы бір моланы алып алып, қатын салып алып, қыдырып той-тойлап. Әлде осы жұмысыңды қазақ үшін жасаған. До конца алып барасың ба? 6-шы класста мен осы мен арманым деп жазған екенмін осыны. Сол сен сол миссияңды орындайсың ба? Әлде мына жерден мен саған сынақ бердім міне. Ана үй алып тұрған адам арқылы маған сондай Аллах тағала сынақ берді. Сосын қайтадан етек жеңімді жинап, осы жұмыстан қайтпайын деп осы жолға түстім. Өкінбеймін, Аллаға сансыз шүкіршілік. Сондықтан сондай азаматтар болды. Бірақ оны мен айтқым келгені, ол Аллахтың бізге берген сынағы. Сонымен қатар мына кезде 35 үй суға кетті. Орысы бар, қазағы бар, мына кезде Семеновка, Новошимка деген Астананың түбінде. Барып біз тегін көмектестік. Сонда ол жердің адамдар ойлапты, мынандай бір жай қарапайым қара жігіт мысалы үшін бізге үй салып береді деген ойына кірмеген ғой. Олар ойлаған мемлекет ақша берді, әкім екеуі мут етіп, бізге өтірік жаңа құлаққа лапшаны іліп, тегін салып беріп жатырмын деп жүр негізі. Өйткені техникалар жұмыс жасап жатқаннан кейін олар ойлаған ғой. Содан келсем жаңағы ақша жетпейді. Кейін бір машинамды сатып жүрдім де, өзім 4000 теңгеге Нексиді арендаға алып сонда бардым. Сонда орыстар айтады маған. Мен машина қайда? Мен айтамын, сендерге мені сатып жүрдік, ақшамыз жетпей жатқаннан кейін. Сонда айтады, мә, сен өз ақшаңа салып жатсың ба? Біз ойлап қалдық дейді да. Сіз ана мемлекеттен ақшаны алып, әкім екеуін өтірік лапша іліп жүр екен деп. Сөйттік те біз сен әкелген цементіңді араққа саттық дейді. Ана жерде бір күрек қосатын жерге екі күрек қосып қазақтар отыр ана жерде. Сөйтіп жаңа перерасход жасаған ғой материалда. Кейін өздері ұялды, бірақ сол кезде бізді басатын жерін басып қалдық. Айттық, мысалы үшін, міне Семеновка, Новошимка деген жерлер мынау не? Қазақстан территориясына тұрып алып. Аттарын қазақшаға ауыстыру керек деп. Неге ауыстырмасқа деп, сосын кейін солар халық сол жаңағы өздерінен рахметі ретінде бізге деген барлығы жиналып референдум жасап. Референдум деген сөзден мына қорқады биліктегілер. Бірден звондады, ойбай, ана жақта не референдум? Өйткені анау Тәңір берген берді оңғанып, анау мынау неше түрлі жайшылықта суға кетіп жатқанда келмеген жаңағы блогер сымақтар сол кезде референдум дегенде келген ғой бәрі. Телефон бір нәрселерін алып. Түсірдік, көрдік. Мен айттым, бұл жерде ешқандай саясат еш нәрсе жоқ, жігіттер. Біз келдік, көмектестік, кеттік, бітті. Бірақ халық өзі таңдау жасап жатыр. Сол жердің өзге ұлт өкілдерінің бәрі дауыс беру арқылы Семеновканың, Новошимканың атын қазақшаға, Семеновканың Қараменді, Новошимканың Жаңа Есілдеп 100% көшелерін бәрін ауыстырып тастады. Одан кейін сол леппен енді әкімнің біраз ықпалы болды. Сол жерде 33 елді мекеннің атын қазақшаға аударған екен. Содан кейін. Енді ол бірінші Аллахтың қалауымен жасалған жұмыстардың бірі деп. Енді бізге мысалы үшін біреу әкеп берген орден немесе берген бір мынандай грамотасы емес, бізге солың өзі халықтың ризалығы болса, ол әжептәуір. содан артық ештеңе жоқ дейсіз. Содан артық нәрсе жоқ. Айына 300 000 теңге табыс табатын отбасы үй мен көлік ала алады ма біздің мемлекетте? Айына 300 емес, айына 500 000 теңге алсаңыз да, сіз айына 500 000 теңге алсаңыз да, сіз үй мен көлік алуға ол жетпейді. Мүмкіндік жоқ. Мүмкіндік жоқ. Өйткені біздің елде қазіргі уақытта, мысалы үшін, инфляция, девальвация деген жаңағы 27%, анау-мынау деген әңгіменің бәрі жай сөз. Қазіргі уақытта, мысалы үшін, ол күнделікті табысы, жаңағы шығысы, үйінің ақшасымен
өтіп кетеді. Былай қарап отырсақ, Көңілбай мырза, құмырсқа бар ғой. Құмырсқаның да өзінің илеуі бар да. Адам болып күн көріп жүрген мына бүгінгі өз елінде, өз жерінде тұрып жатқан қазақтың неге жай күйі жоқ, үйі жоқ. Мен мысалы, мына көрермендер бірден басымды иіп кешірім сұраймын. Ішім ашиды, көтім де ашиды. Осы нәрсеге қатты қынжылам. Енді не істейсің? Бұл қалай жалпы? Кім кінәлі бұған? Бұған біріншіден өзіміз кінәліміз бе мүмкін? Жоқ, біріншіден бұған біріншіден халықтың өзі кінәлі негізі. Өйткені мен сізге айтатын едім, егер де жаңағы бүгін осы туралы әңгіме болды, мана мозговой штурм дейміз ғой бір-бірімізге. Сонда бір кісі келіп айтып жатыр да, бұның бәріне билік кінәлі дейді. Билік кінәлі деп, соны билікке жауап тастайды, сол билікпен шектеліп қаламыз. Хорошо. Билік сіздің қолыңыздан ұстап кредит алуға алып бармайды ғой. Да, олар сізге ситуация жасап қояды, сценарий жасап қояды, сіздің айлығыңызды жеткізбей қояды, сіз кредит алуға апарып мәжбүрлеп қояды. Но жақсы. Енді екінші мәселені біз сызып бердік қой. Халықты жаңа құлдық санадан алып шығатын жолды. Енді соған көзіңді ашып қарасайшы. Сізге жаңа бір-екі журналист қолынан боқ келмейтін мысалы үшін. Немесе жаңағы әлеулей деген біреу келіп жаңағы осылар оңбаған деп, елді аралап, оған сенбеңдер деп айтса мысалы үшін. Анау айтып жатқан адамның сөзін тыңдап алды, бірақ ана кімді айтып жатыр, соны зерттесейші. Сосын кейін ана айтып жатқан адаммен салыстыр. Мынау не істеді? Анау айтып тұрған адам не істеді? Егер де анау айтып тұрған адамның қолынан боқ келмеген болса, осы уақытқа дейін бір шөптің басын сындырмаған болса, онда оны сырып қойып рахмет айтыңыз оған. Сол жаңа негатив арқылы сіз ана жердегі бір жаңағы адам тауып бердіңіз, зерттеуге тұратын. Кеше бір жігіттер айтады, Кенесарының басын іздеп жүрміз дейді жаңағы. Зачем сен Кенесарының басын іздейсің мысалы? Кенесарының басына келдің де басына бас бола ма саған? Рух көтеріледі, анау-мынау. Да, көтерілетін уақыт өтіп кеткен оның. Ал қазіргі уақытта ол басты әкеліп басқа мәселе емес. Қасында жүрген қазір Кенесарыларды тауың керексің қазір. Солардың бүгінгі күннің Кенесарыларын тауың керексің да, соған тікеңнен тіке тұрып құрмет көрсетуің керек. Пока сен ана жақта Кенесарының басын іздеп жүргенде, мына кезде қасында жүрген Кенесарылардан айырылып қалмау керек. Қазақша айтқан кезде. Ал енді мен қасымда жүрген әрбір жаңағы қызметкер сол Кенесары деп айтсам болады. Өйткені олардың бәрі көрінбейтін соғыста батыр болып жүрген азаматшалар. Қазіргі уақытта сіздің сұрағыңызға үйсіз-күйсіз жүргенге біз өзіміз кінәліміз деп айтуға болады. Да, бұған дейін мүмкін альтернативный вариант болмаған шығар. Бұған дейін мүмкіндік болмаған шығар. Но біз қазір жасап бердік сол мүмкіндікті. Айттық қой адамдарға. Олар печатать етіп отыр. Мұнда келіңдер, мұн жақтан алыңдар. Алуға мүмкіндік бердік. Алсын, үй мәселесінде. Ал егер де үйді тапсырыс беріп салдыратын болса, аналар сияқты 500 мың теңгеден квадрат метріне салмай қойсын. Кірпіш, жаңағы лай сазды алып тастасын. Қазір современный материалдар бар, бүкіл әлемдік жаңағы дамыған мемлекеттер өтіп кеткен альтернативный композитный материалдар бар, біз шығарып жатқан. Соған жаңағы комментария жазып әңгіме айтпай, соған көнсін. Сол арқылы жасасын ойындағы үйін, армандаған үйін. Біз кеше үй көрсеттік қой, неде қандай жаңа сыртын бәрі, шамдар бәрі жанып тұр, керемет үйлер мысалы. Пожалуйста, сондай үйлер салсын. Болмаса ана Қарағандыда біз салып қойдық шоурум ретінде. Жұрттар келеді де, мынаның қабырғасы не нәрсе? Зачем саған қабырғасы не нәрсе? Сен үй көріп тұрсың ба? Сырттан Бұқар жыраудың бойында шумның бәрін есік жапқан кезде естілмей ме? Сырттан жаңағы ішке жел кірмей ме? Үй әдемі ме? Болды, басқа не керек? Бұны банк алама деп. Мына тупой адамның сұрағы, мен ертең мына үй салғаннан кейін, сен сосын кейін айтамын да, сен банкке залогқа салу үшін үй салбасың ба? Әлде өзің жаңағы бала шағаңмен тұру үшін үй салып жатсың ба? Сондықтан осы мәселені айра-жігін айыру керек. Үй салам, үй алам деген азаматқа Аманат Драйв компаниясы жарнама емес қазір. Басқа баратын жолдар жоқ. Сондықтан осының қадірін түсіп білу. Көңілбай мырза, сізді өте сенгіш адам дейді. Сол сіздің сенгіштігіңізді пайдаланып, жаныңызға өңкей пайдараздар жиналып қойған жоқ па? Пайдараздардың көбін көрдік қой енді. Әрине, олардың бәрі. Енді екі түрлі адамды айтқым келеді мен, мысалы үшін. Бір адамдар бар, мысалы үшін, сенімді, бірақ сіз оған тапсырған нәрсеңізді, мысалы үшін, бір балғаны ұстатып қойсан, сол балғаны ұрып тұра береді ол бір жерде.
Ол потому что екінші жерде ұруға оның миы жетпейді. Бірақ ол сенімді. Оған 1000 теңге берсеңіз, ана жаққа барып 990 теңгеге зат алады да 1 теңгесін әкеліп кассаға қойып қояды. 1 теңге деп. Одан артық ол сенімділіктен артық ешқай жаққа бармайды. То есть оның фантазиясы сонымен бітті. Бірақ сенімді адам. Екінші адам бар, жылпос, жаңағы пайданы көп ойлайтын, шамалы лыпылдап тұратын, лып-лып еді. Но бірақ қолына бір бәле келеді. Ананы бір жерге жіберсең, әйтеуір бір шаруа тапсырсаң, шешім тауып келеді. Вот сондай азаматтар бар. Сондықтан сізге енді қайсысына көбірек деп ставка қоясыз. А сізге мына программаны жүргізу керек. Значит, сіз оны екеуін бір жерге қоясыз. Мынау шамалы контрольда ұстасын, а мынау шамалы лыпылдасын деп. Сондықтан лыпылдақтардың да керек мәселесі бар. Мысалы үшін біз алтын карьерін алдық, мысалы үшін лицензиясын. А оның жаңағындай лыпылдақтар болмаса, оның лицензиясын мемлекеттен барып ала алмайсыз. Иә. Анандай тупой жаңағындай барып не істейтін адамдар. А мемлекеттің өзі сол лыпылдақтарға программаны жасап қойған. Жалпы кез келген адамның мықты қабілеттерін қолдану керек дейсіз ғой? Әрине. Стратег ол даже кез келген адамның, даже мысалы үшін сатқын адамды да өзінің пайдасына әрекет етуге пайдалана алады. Адамдардың бойындағы әр қасиетін пайдалану керек. Артық мықты қасиеттерін, қабілеттерін пайдалану керек дедік. Енді өз бойыңызда бір адам болмағаннан кейін кемшілік болады ғой. Өзіңіздің ең бір қасіретті кемшілігіңізді айта аласыз ба? Енді кемшілік деген әр адамда бар ғой, енді кемшіліксіз адам жоқ деп айта алмаймын. Біріншіден кемшілігіңіз ол адамға сенгіштігіңіз, өйткені сіз әр адамды өзіңіздей көресіз. Екінші, мысалы үшін кемшілік деп айта алмаймын, мүмкін ол да не шығар, мына қазіргі өзімнің балаларымнан да көп байқаймын. Мысалы үшін біреу жаңағы досы немесе біреу звондап қалса, бүкілін тастап жаңағы сол жаққа қарай шауып баратқанын көремін. Немесе жаңа өзінің қолында бар нәрсені бөлісіп жатқанын көремін. Өйткені ол мен өзімде де бар қасиет болған. Ол негізі қазіргі уақытта біреулер оны кемшілік деп ойлауы мүмкін. Сенгіштік жаңағы досың үшін жаңа тұрып беру немесе сол үшін жүгіріп бару деген ол әрине неоправданный нәрсе. Кейбір уақытта сол бауырым, досым деген адамдар көбінесе сол сіздің арқаңызға сол адамдардан пышақ сұққанын көресіз. Ол біздің мен басты кемшіліктердің бірі. Біздің елде, жалпы әлемде осындай тенденция бар. Жылдан жылға бай адамдар байи береді, кедей адамдар кедейлене береді. Бай неге бай, кедей неге кедей? Өйткені бай адамнан сіз қазір бүкіл байлығын бәрін тартып алсаңыз да, оны даже бір дамымаған бір жаңағы Африкаға апарып тастасаңыз да, ол сол жерден байып шығады. Өйткені оның миындағы жаңағы өзінің жаңағы болмысы сондай. Ал енді кедей адам мысалы үшін $1 миллион лотерея ұтып алса да, 2-3 жылдан кейін ол тақыр одан бұрынғыдан да бетер кедей болып отыратын жағдайларын көріп отырасыз. Өйткені оның ақшаға деген көзқарасы мүлдем басқа. Сондықтан бай болудың жалпы осы сіздің бағдарламаңыз арқылы мен қазір адамдарға қорыта алмайтын жалықтыратын бір не айтам. Ол кісі қазір мен айтып отқан кезде ұйықтайды. Но бірақ егерде ішінде біреу болатын болса, сол адам өмір бақи бай болады. Және де Алла қаласа оның балалары, оның балаларының балалары өмір бақи бай болады. Осындай құпия бар. Айтуға болатын болса, айтайық. Айтайық. Керек жоқ болса, онда ашық сұхбат қой. Иә, мен сізге бір құпияны айтайын. Бірақ осы құпиядан кейін мен қарыз адамдар қарызын бермей кетуі мүмкін. Бірақ оларға не касается. Бірінші, 3 сізде фонд болу керек. Сіздің өзіңізде 3 фонд болу керек. Бірақ ол фондтарыңыз бар екен, әйеліңіз де білмей қойса болады. Бірінші фонд резервный фонд, екінші фондыңыз фонд развития, үшінші фондыңыз благотворительный фонд. Мынау жаңағы қайырымдылық қорыңыз болу керек, даму қорыңыз болу керек, және де өзіңіздің жаңағы стабильный өзіңіздің резервный фондыңыз болу керек. Осы 3 қорды қалай басқарасыз? Бірінші, мысалы үшін сіз табыс таптыңыз ба, 10%-ын жаңағы резервный фондқа саласыз. Тағы 10%-ын фонд развитияға саласыз. Болды. Жылдың соңында тапқан табысыңыздың үлесін осыларға салып отырасыз бөліп. Жылдың соңында осы екеуінен түскен жаңағы қорға түскен ақшадан благотворительный фондқа 10% жіберіңіз. Мысалы үшін былай дейік. Сіздің табысыңыз 100 000 теңге.
ана ай сайын жаңағы 20 мың теңгені шегеріңізде, қалған 80 мың теңгені не істесеңіз оны істеңіз. 10 мың теңгені резервный фондқа саласыз, 10 мың теңгені фонд развитияға саласыз. Сонымен сіз жыл бітті, 2022 жылы. Сіздің мына қорыңызда 120 мың, мына қорда 120 мың теңге ақша бар дейді. Сол екеуінен 24 мың теңге, 12 мың теңгеден қайырымдылық қорға салдыңыз. Мына осы табыстың несін ешкім сізге айтпайды. Бұл тек қана мен өзімнің жасаған құпиям. Тем более бұл қазаққа керек. Сіздің жаңа резервный фондыңыз не істеу керек? Одағы жаңағы қалған қалдықты сіз өзіңіз міндетті түрде әлемдік нарықта жаңағы топтағы криптовалютаны алуыңыз қажет. Оның ішінде альткоин болуы мүмкін, оның ішінде биткоин болуы мүмкін, неважно. Сонымен ұстауыңыз керек. Болмаса алтынмен. Ал мына резервный фондта соны жинасаңыз, фонд развитиядан сіз міндетті түрде оқуға, немесе бір жаққа барып, көріп, зерттеуге жұмсауыңыз керек. Фонд развитиядан. Өйткені сіз оны жұмсап бір жаққа барып, көріп, оқымай, сізде жаңағы алға қарай жылжу болмайды. Үшінші, жаңағы 24 мың теңге қайырымдылық қорға салдыңыз ғой. Сол ақшадан 4 мың теңгесін садақаға бере салыңыз біреуге, қайтпайтындай. Бірақ 20 мың теңгесін міндетті түрде қарызға беруіңіз керек. Біреуге. Өйткені сіз сондай жұмыс жасай бастағанда сізден қарызға сұрайтын адамдар көбейеді. Сізде ақша жоқ десе, суда бал жоқ деп айтатын адамдар болады. Сосын ана 20 мың теңгені бере тұрасыз. Ол 20 мың доллар болуы мүмкін, ол 20 мың теңге болуы мүмкін, или 20 миллион теңге болуы мүмкін. Ол не важно. Сіз бердіңіз, бірақ ол адам қайтадан қайтару керек. Қайтарғанда сіз қайырымдылық қорға салып қоясыз. Тағы сұраса тағы бересіз, тағы сұраса сөйтіп анаған бересіз, мынаған бересіз. Сол сөйтіп жүргенде бір жыл өтеді, бір жылдан кейін тағы ол қайырымдылық қорға үстіне тағы ақша түседі. Сол қайырымдылық қордағы ақшаны қарызға беру арқылы, беріп қайтару арқылы бірнеше рет оборот жасауға болады. Бірақ егер де бір досыңыз, туысқаныңыз біреу ақшасын қайтара алмай қалса, 3 рет хабарласасыз, кейін қайырымдылықта тұрған ақша еді ғой өзі. Соған айтасыз, досым, бауырым, туысқаным, ана ақшаны бермей қойыңыз, Алла разы болсын, бәрі жақсы болсын, әйтеуір сен аман болсаң болды деп. Болды, сонда ол сізге қайтармай қойса, сізде баяғыда ол қайырымдылық қордан кеткен ақша еді ғой. Поэтому осы нәрсені ұстауымыз керек. Ал енді резервный фондты өлерінің алдында балаларына таратып бересіз. Неше балам бар соған. Сол резервный фондпен бірге сіз осы системаны өзің балаларына тапсырасың. Мен осылай жасадым, сен де солай жаса. Қараңыз, мысал үшін сізде 2 балаңыз или 5 балаңыз бар. Сіздің резервный фондтағы криптовалюта болсын, алтын болсын, оларға бөліп бердіңіз, олар оны апарып жұмсап тастаған жоқ қой. Олар жаңағы системаны олар жасау керек. Өзінің жаңағы резервный фондына фонд қосаты өзінен кейінгі балаға беру керек. Оның баласы. Ол балалардың бәрі одан ақша алып жатқан жоқ. Одан системаны алып жатыр да, қаржы системасы. Сондай адамдар ешқашан ұрпақтардың бәрі кедей болмайды. Яғни сол ақша деген ол стратегиялық жаңағы система. Даму, оқу, қайырымдылық жасау және де жаңағы резервті қорғау ол кез келген адамның қолынан келмейді. Мен сізге айтайын, осыны тыңдап отқан сіздің аудиторияңыздағы ертең бір екеуі істейді. Арғыны баллоны шеге кіріп кетеді, ана ақшаны алады да, ол бірінші барып соған жұмсап тастайды. Сосын ойлайды, қазір бір нәрсе қыламын ба деп. Болды, сонымен ол тоқтайды. Бітті. Өйткені ода жаңағы өзінде тәртіп жоқ басында, ақшаға деген. Значит, сол өмір бақи кедей болып өтеді. Ол мәселе ол миллион болсын, оның қолында миллиард болсын, не важно. Көңілбай мырза, енді жақсының жақсылығын айту керек. Көп іс жасап жатсыз, қайырымдылық жасап жатсыз. Оны енді бүгінгі қазақ жұрты түсінбесе де, ана дүниеге барған кезде Құдай тағала елейді, ескереді деп ойлаймын. Енді бет аулақ ақтық сапарға шыққан сәтіңізде анау имам молда тұрып, Көңілбай Шүкенов деген азаматтың қарыздары бар ма деген кезде біреу тұрып, бар еді қарыздары деп дауыстамай ма? Жалпы қарызыңыз бар ма? Қазіргі таңда менде лично қарақан басымда қарызым жоқ. Қарыз мәселесінде. Обязательство досымның алдында бар. Бірақ ол обязательство мен бірден құтылып тастауыма бірнеше рет мүмкіндік болды. Бізде одан бөлек жаңа принцип дегендер бар. Сондықтан
қалған адамның арасында ешқандай жаңағы алашақ берешек жоқ. Потому что мысалы үшін кейбір кәсіпкерлер болады, мысалы үшін сізбен бірге жаңа кәсіп бастайық дейді. Мысалы үшін екеуміз кәсіп бастаймыз, жаңағы ақша қоямыз ортаға, мен көбірек қоямын, постоянно солай, сіз кішкене қоясыз. Но бірақ сіздің доляңыз осындай, менің долям осындай. Но бірақ сіз осы кәсіпті айналдыруыңыз керек. Мен көбінесе инвестиция немесе стратегияны беремін. А енді сіз өзіңіздің екпініңізбен, өзіңіздің ықпалыңызбен соны жасауыңыз керек. Жасай алмай қалдыңыз ба, не болады? Яғни ақшаны мен жеп қойған жоқпын мына кезде. Сіз ғой управлять етіп отырған. То есть сіз келесіде перед фактом қоясыз. Мына бизнес жүрген жоқ. Хорошо, жүрген жоқ. Мен айтамын, жүрмесе, екеуміз ақша салдық қой. Бизнес тоқтады, ары қарай тема тоқтады. Значит, мен де бұл жерден еш нәрсе претендовать етпеймін, сен де претендовать етпеуің керек. Но сондай кезде көбінесе менімен бірге бастайтын жігіттер бүйтеді. Ну, конечно, жүрмей қалып. Ну, сен айттың ғой жүреді деп. А мен айтамын, да, жүріп тұрған бизнес. Мен сен айтқаннан кейін салдым. Мен сен айтқаннан кейін салдым ғой ақшаны. Мен ана жақта бір нәрсемді сатып салып жүріп едім вообще. Жекке салған екем деген әңгіме кетеді. Сөйтіп жаңағы өздерінің долясын жаңағы менен ақшалай шығарып алған күндер болды. Сосын сондай бір принципте жаңағы досым салған ақша шыққан жоқ. Көп ақша емес, в принципе, қайтадан айтуға болады. Но бірақ бұл жерде отношение деген бар да. Сен обязансың дейді, тауып беруге. Хорошо. Егер де мына жерде пайда болатын болса, қалай істейтін едік? Екеуміз бөліп алатын едік қой. А егер де мына кезде бизнесте жаңағы сәтсіздік болса, значит, қайғыны да бөліп алуымыз керек. А бірақ ол жігітке сіз принципиально не істегендіктен емес, өйткені сіз онымен тағы да бір бизнеске тәуекел жасайын деп тұрсыз. Сондықтан оны сіз тағы да бір-екі этаптарда сынауыңыз керек. Ол сүріне ме, или сүрінбей ме деген мәселе. Сондықтан әрине дос деген қазір менде өте сондай бір көп емес, сондай бір жақсы достарымыз арамызда жаңағы мәселе бар. Ал енді екінші жағдайда айтайық. Мысалы үшін сәтсіздікке ұшырап қарызға кіріп кеткен кезде болған. Мысалы үшін мына көбісі жаңағы әлеуметтік желілерде де мен жаңағы фотоларын жіберді ғой жаңағыны. Қылмыскер, андай-мындай деген. Мысалы үшін сол кезде біз Қазақмыс деген компаниямен жұмыс жасадық, Жезқазған қаласында. Сәтсіздікке ұшырадық, өйткені біз 3 ай бойы жұмыс жасадық, а олар бізге ақшамыз төлеген жоқ. Бір күні жаңағы біреулер жаңағы металл ұрлады деген жаңағы дейді менен сізге жаңағы іс қозғайды, бірақ дәлелдей алмайды. Сіздің қатысыңыз бар ма, жоқ қойғаны біле алмайды, бірақ айтады, дейді, депті деп. Сізге жаңағы контрактын тоқтатады. Ан жақтан ешқандай еш нәрсе жаңағы бұрынғы істеген жұмыстарыңыз бәрі аннулируется. Сондай жағдайда не істейді? Сондай жағдайда ақша төленбейді сізге. Қаншама адамдар менде жұмыс жасады, сол кезде соның бәріне, осы Жезқазған қаласында айтатын болсақ, қаншама жаңағы техника, спецтехника бар, бәріне қарыз болған кез болған. Соны жаңағы келем, бәріне айтам, бұны спискті көрсем, мұны көрдің, қарызым ғой сендер, қарызым, бірақ ертең жағдай болса төлеймін. Сөйтіп жаңағы жағдай жасап, Аллахтың қалауымен бәрінің қарыздарын төлеп кеткен жағдай бар. Қазір сол жігіттердің каждый любойына звондасам, қазір осы Астанада тұрыпты. Кез келген жұмысқа даже предоплата еш нәрсесі шығып кете береді. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе осы Астанада құрылыста келген кезде 2008 жылы құрылыста кризис болды. Мен сияқты жаңа құрылыста жүрген жігіттер телефонды лақтырды, ауылына кетіп қалып болды. Мына жақтағы адамдардың бәрі айғай-шу үйлеріне қайтты. А мен не істедім сол кезде? Бүкіл азаматтардың бәрін шақырдым, жұмыс жасаған. Шымкенттікі бар, Жезқазғандікі бар, Қарағанды бар, осы жердің жігіттері бар, орысы бар, қазағы бар, бәрі еңбек ақысы бар ғой. Мына жерде салып қойған үйлердің бәрін сатып, астымдағы көлігім бәрін сатып, 200 мың теңге ақшамен әйелім атындағы праворулькі машинаны алдым да Жезқазғанға үйге тарттым. Мына жақта дым қалған жоқ, зато бәрін ақшаларын таратып беріп, үйлерін қайтарып жібердім. Сонан кейін қазіргі кәсіпте жүрген кезде, кез келген қалаға барған кезде, халықтың алдына шығып тікелей сөйлесе аламын. Соның ішінде біреу тұрып, баяғыда білесің бе, сен мені лақтырып кеттің ғой деп айтса, жерге кірмейсің бе, мысалы үшін айтқанда. Ал одан кейін жаңа манағы айтып отқан сіздің жаңа аманат хом мәселесінде де айтатын болсам, кез келген адамның алдына қазір шығып сөйлеп, кездесулерге қорықпай халықпен кездесуге барам. Ішінен тұрып аманат хом туралы әңгіме айтып біреу шығады, шықпайды емес. Шыққан адамға басқа бізге аманат трайпқа салымшы болып келейін деп отқан адамдардың бәрі ойланып қалады ғой, мына кісіде что-то бір нәрсе бар ма деп. Жақсы, келіңіз, мен сізбен сөйлесейін.
деп халықтың алдында тұрып сол кісіге жауап беремін. Мен сізге осындай жағдай жасадым ба? Жасадым. Кел дедім ба? Келдім. Тегін кел дедім ба? Тегін кел дедім. Одан кейін адвокат бердік қой, білікті мамандарды. Соның бәрін неге пайдаланбадыңыз? Неге бізге дауыс бермедіңіз деген мәселелерді қойған кезде ол кісілердің, мен енді онда қалада болған жоқпын, мен вообще ол кезде оны естіген жоқпын деген, білген жоқпын деген мәселелермен кетіп қалады. Сондықтан әрине всегда тек қана бұл дүниеде емес, ақыретіне дайындықпен жүретініміз анық. Ал енді мысалы үшін асыл адам деген идеологияны көтеріп келе жатырмыз ғой енді, бақытты отбасы деген жобаны шығару арқылы. Ал енді сол асыл адам, мысалы үшін қазір енді кім қалай өліп жатыр, Аллаху әлем да. Мысалы үшін ертең мысалы үшін осы жобалардың бәрін жасап, артымыздағы балаларға аманатымызды қалдырып, ұрпақтарға қалдырып, осылай құл болмаңдар, осылай мынаны бүйтіңдер деп сондай система қалдырып кеткен жағдайда өліге бір 5 минут қалсаң, сен өлейін деп жатсың, 5 минут сен мына өмірден ешқандай несіз, өкпе нассыз үйтуім керек деген мәселелерді айтпай спокойно кетуге болады. Және де сені шығарып салған адамдардың бәрі енді Алла қалап сондай біз ойлаған нәрсемізді жасап кетсек, сізді жерлеп баратқан адамдар дүниеден асыл адам өтті деген бір ауыз сөз айтты, соның өзі бізге жеткілікті бұл дүниеде. Ол бұл дүниеде мәселе осы дүниеде қалады, енді ақыретінде Алла тағаланың алдынан беретін өзіңіз басында айтып қалдыңыз ғой, садақа, зекет деген мәселе. Соның бәрін енді Алла тағала қабыл етсе, мана бір нәрсе деп бізді не істеп жатсыз, барлық мақтау-мадақ Аллахқа ғана тән қасиет. Біз Аллахтың бұл жақта исполнителіміз. Сондан Аллахтан бұйрық болмаса, біз оны жасауға мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан Аллахтың қалауымен жасап жатырмыз осының бәрін. Соны түсіну керек. Ал кетерінде асыл адам өтті дүниеден деп халқын сені сондай жылап шығарып салатын болса, сенің арманың жоқ деп айта беруге болады. Жақсы. Көңілбай мырза, жұмыстан қолыңыз босамайтынын біліп отырық. Жаңа өзіңіз айттыңыз, 3 күн түскі аш ішпедім деп. Үйге келесіз, кешкісін кешкі асыңызды ішесіз. Жатын киіміңізді киіп төсекке жатқан кезде Көңілбай Шүкенов жайлы не ойлайсыз жалпы? Кез келген азамат өзі қорытынды жасайды. Қорытынды жасағаннан кейін өзінің істеген жұмыстарына және де немесе бір жұмысты, немесе бір циклын, бір нені жапқан кезде, сезонда жылдық қорытынды дегендер бар. Соны міндетті түрде жасауға тиісті. Ол міндетті түрде керек. Ал енді ұйқысыз күндер болады. Яғни өзі бір көп ұйықтай алмаймыз, бірақ соны ұйқысыз өткізетін кездер болады. Сондықтан ондай да күндер болады, өйткені ұйқысыз өткізетін күндерде мына орыстарда мақал бар ғой, меньше знаешь, крепче спишь деймін. Аз білсең, қатты ұйықтайсың деп. Расымен де көп ақпарат білген сайын ұйқының да шырқы бұзылады екен. Мысалы үшін бұрын бақ кезетте бір осындай сұхбат алған тұғын. Қап-қараңғы жерде. Сонда ана жерде журналист қыз сұрақ қойып отыр да, сол кезде мен ағыл-тегіл жылаған тұғын. Білмеймін неге екен, но бірақ ол кезде көп ақпарат білесің, әлі сен жасаған проекттің әлі біреуі шыққан жоқ. Тістенесің, неге шықпай жатыр, неге шығарылмай жатыр. Мына жақта жауларын дамып жатыр, жан жақтың бәрін жайпап жатыр. Оның бәрін көріп тұрып, ананы шығарылмағаннан кейін осындай тем более сол кезде бір күйініп, бір екінші жағынан сондай бір не болды да, ана жерде обстановка. Қап-қараңғы, бір ғана шам түсіп тұр, саған еш нәрсе көрінбейді, камера, свет, еш нәрсе көрінбейді. Ана қыз бір о дүниеде саған бір сұрақ қойып отқан, бір не сияқты экзамен алып отқан сияқты. Сол кезде бір сондай бір обстановка болды, сол кезде бір ағыл-тегіл жылап жергеніміз бар тұғын. Жалпы негізі, мысалы үшін бүгін түнде мен ұйқысыз өткіздім, осы бүгінгі түнде. Өйткені кеше Қазақстан территориялық немесе Қазақстан ішіндегі жерлердің тағдырына байланысты ақпараттар құлаққа тигеннен кейін және де зерттеп, заңдарды оқып, алдында мына 29-ы мысалы үшін жұрттың бәрі жаңа жылға дайындалып жатса, сәулет алып. Мен түнгі сағат 5-ке дейін сонда Қазақстан мемлекетінің заңдарын ашып оқып отырмын.
сол заңдардың бәрін көзіммен көріп оқып, жаңағы сценарийларды қарап, келешекте ол жаңағы заңдарды енгізген, жаңағы ана жерлерді қол қойған, жаңағы сыртқы жаңағы күштердің ол жерде қалай жұмыс жасауы мүмкін деген жаңағы стратегиялық жаңағы сценарийларын әртүрлі отрабатывать етіп, соның жаңағы мәселесімен, мысалы үшін кеше түнде ұйқысыз өткіздім, өйткені ол сценарийлардың бәрін уже бірнеше сценарийға бөліп есептейсің де, сосын кейін енді жаңағы сол сценарий мен декорациясын бұзуға кірісесің. Сондықтан сондай мәселелерді ойланасың. Сонымен қатар осы енді мен қасымда жұмыс жасап жүрген азаматтардың ішінде қазіргі уақытта ішкі істер министрлігінде жұмыс жасаған, және де мына органда жұмыс жасаған жігіттер бар. Менде мысалы үшін заңгер мамандықтар бойынша. Сонымен қатар арнайы ұлттық қауіпсіздік қызметінде жұмыс жасаған мықты азаматтар бар менің қасымда қазір бізде жұмыс жасайтын. Сондықтан бізде дурак емес бұл қазақша айтқан кезде. Біз қаншама жыл бойы зерттеулер, жұмыстар жүргіздік. Соның салдарынан кейбір уақытта ұйқысыз өткізетін күндер бар. Мен айтатын едім, қазір жау жоқ демей жар астында, және де осы халықтың арасында жүрген кезде сіздер әлеулеймен жаңағы көп нәрсені байқамайсыздар, бірақ соның бәрін байқау керек. Келешекте мына бүгінгі тойлап, ойбайлап жүрген жаңағы азаматтарға айтатын, ойланатын уақыт бар әлі. Бізге қазіргі уақытта мемлекетіміздің, отанымыздың экономикалық келешектегі тұтастығын сақтайтын мәселелерді ойлайтын болсақ, қазіргі уақытта тойдан гөрі сондай мәселелерге көп араласу. Ол деген жаңағы бір ат шығып әңгіме айту емес, іспен дәлелдеу керек. Мен енді бұл жерде енді сіздің бағдарламаны тек қана жаңағы жастар емес, сонымен қатар жаңағы мен зерттеп жүрген ұлттық қауіпсіздік қызметінің жігіттері бар, қаншама жаңағы арнайы қызметтер бар. Оның ішінде неше түрлі жаңағы бағыттарда мен зерттеп жүрген жаңа мемлекеттік қызметкерлер бар. Солардың бәрін айтқым келетіні, Қытайдың бір жақсы мақалы бар: если ты сильный, притворись слабым деп. Мы притворялись до этого жаңағы слабым, но уже қазіргі уақытта слабості ақырын артқа қарай қалдырып, уже шамалы азу түсті көрсететін. Тісті көрсету деген ол жаңа біреумен жұлысу емес, кәдімгі іспен, біліммен, кәсіппен, мына қазіргі даму жатқан, алға қарай кетіп жатқан мемлекеттермен таласып, біз Орта Азиялық жаңағы нарыққа үлгеріп қалуымыз керек, соны басқаруға. Сондықтан оны жасайтын біз болмасақ, кім деген мәселе бар да, мысалы. Аллах тағала сондықтан бізге сондай мүмкіндіктер берді. Мен енді тағы бір мәселе етейін. Мына біз бұрын министрліктің ішінде 2 жылдай кеңсені жалға алып отырдық. Мысалы үшін мен айтқым келеді, сол кезде мен шошқа бағып отырған жоқпын сол кезде. Енді осы неде бірінші рет айтайын, мысалы үшін сол кезде мен сыртқы қарыздарды оқыдым. Көп жаңағы халықтың қол жете бермейтін құжаттармен таныса бастадым. Жалпы өзім үшін бұл жақта не болып жатыр, және де ол жақта не істеп жатыр деген мәселемен. Сондықтан қайтадан айтамын, жау жоқ демей жар астында, әлеулей деп, жаңа бір-біріміздің көтенімізді шұқып, бір-бірімізді жаңа жығып салып, Ахметбек Нұрсила жаңағы Омар Жәлел бір қатынға кіріп алды, анау-мынау деп, мына жақта жаңағы Бекболат Тілеухан анау-мынау деп, бір-бірімізді жаңағы шұқылай бермей, өзі мына жерде аз қазақ бірігіп қазіргі уақытта бір тұтас болатын заман келді. Сондықтан соны қайтадан айтамын. Есім бар адамдар жаңа рейтинг қуып, жаңа TikTok имамы болсын, мүфтияттағы жүрген жаңағы майталмандар болсын, мен айтып жатқан сөзімді, егер де осы жаңағы запись кейін келешекте біреулер тыңдайтын болса, соларға айтып отырмын және де. Астын сызып айтамын. Дәп осы кезде қазір мен сіздерге айтатын. Ата-бабамыз айтты, білімге сенген заманда сендер еселерін жібермеңдер деді. Еселерін жібермеңдер деді. Өйткені олар кеше білекке сенген заманда жіберген жоқ қой есесін, Аллахтың қалауымен. Ал енді біз білімге сенген заманда біз енді жібермеуіміз керек. Сондықтан Орта Азиялық мына үлкен мына неде территорияда қазақ мемлекетін ұстап қалу үшін
аз ғана қазақ бір-бірімізге кәдімгі тістеніп тұрып, бір-бірімізді шұқылап жаңағы, сен оңбаған екенсің, сен алаяқ екенсің ғой деп шұқылай бермей, сен не істеп жатсың, соны айтшы маған. Мен соны қазір зерттеп, соны көрдім, бір нәрсесі бар сияқты, давай соны ары қарай дамытайық деп қасына тұру керек. Вот сонда ғана біз осы мемлекетті ұстап қаламыз. А егер де жаңағындай хайп қуып жаңағы ананы мынаған жаманда отыратын болсаңдар, ертең жаңағы айтқан біраз жерлеріңіз кетіп қалады. Жақсы. Құрметті Көңілбай мырза, сұхбат бергеніңізге, осылай тәжірибеңізбен бөлісіп, ойларыңызды мына көріп отырған көрерменге ашып айтқаныңызға мың алғыс. Енді міне қазір өздерінің жастар болғанда көздерін ашық. Мысалы үшін міне қазір YouTube арнасын қолға алып жатсыздар, яғни ақпараттық жүйеге кіріп жатсыздар. Өзіңіздің жаңағы кәсібіңізбен бөлек журналистік қыр-сырыңызды да көрсетіп жатсыз. Сондықтан бір айтатын сізге тілегіміз және де ойымыз, ешқашан жаңа рейтинг қоймаңдар. Ешқашан, сіздің каналыңыз шамалы анау жаңағы хайптардан рейтинг көтермеуі мүмкін, но бірақ осы канал, осы жаңағы сіздің мына алып жатқан сұхбаттарыңыз сүбелі болсын. Осы каналдан жаңағы сіздің аудиторияңызда жаңағы хәл-ойлайтын адамдар емес, зиялы, келешекте жаңағы ой түйе алатын, жан-жағындағы болып жатқан құбылысқа аналитикалық көзқараспен қарайтын зиялы аз болсын, просмотр аз болсын, лайк болмай қойсын. Сонда да бірақ сіздің аудиторияңыз мықты аудитория болсын деген ниеттемін. Сондықтан бүгін сізге көптеген құпияларды аштым. Бүгінгі бірінші неде осы сіздің мына қазір көрермендеріңізге осы сұхбаттан кейін міндетті түрде астына комментарий жазып, лайк басып, және де достарымен бөлісуге шақырамын. Мүмкін соның достарының ішінде мына осы біздің айтып жатқан сөзімізді естігісі келіп жүрген азаматтар бар шығар. Қажет ететін, және де өзіне ой түйетін, сосын ойланатын азаматтар шығатын шығар. Соны баса айтқым келеді. Сондықтан каналдарыңыз дами берсін. Жаңағы айтып жатқан нәрселердің бәрін осы жастар ойына түйіп, ары қарай дамытсын деген ойдамыз. Сондықтан біз қолымыздан келген бәрін жасаймыз. Сіздермен біргеміз. Каналға сұхбатқа шақырғаныңызға рахмет айтамыз. Және де сұхбатқа бізді шіренбей таяғымыз қалмай келдік. Шынайы сұхбат болды деген ойдамын. Сондықтан тек қана сіздің аудиторияңызға дамысын, өсін, өркендесін деген ниеттеміз. Жақсы, рахмет. Енді көріп отырған көрермендерге бүгінгі сұхбатымыз қайырлы әрі пайдалы, мол білімге, тәжірибеге толы болды деген ойдамын. Сіздерге бүгін өздерінің тәжірибесімен, біліммен, тың ойларымен бөліскен меценат, филантроп Көңілбай Шүкенов мырза, өзіңізге мың алғыс. Ассаламу алейкум.